Жоғардан бұны дүниеге әкелген жоқ. Халықтың мәселесін шешу. Хан болмаған, хан болса, қанамаған ел қоймас дейді. Бірақ мүдде болады, елге қызмет ету. Біліміміз жетпейді, шариғаттан таба алмадым дейді. Қазақта шариғатта жоқ мәселелер бар. Әлде сізді менсінбейді ме, сіз қашып жүрсіз? Бірақ берсе аласыз. Жоқ. Алмайсыз ба? Жоқ, енді алған кезде енді осы тұста біз ұятымыздан айырылып қалған жоқпыз ба? мен айтып отырмын, мен сізге мен енді екі сөйлемеймін ғой. Омар Желелұлы мырза кімге қарыз? Менің қарызым жоқ қой. Нұрлан деген ұстаз шықты. Қаншалықты бір ақыл қасиетін, ми қасиетін дүние. Құл болған халықпыз ғой. Ауру екеніңді мойындау керек дейсіз. Қыздар бар, кемпір болып қалған. Бермесе тартып ал. Мәді. Өзің етсің дейді. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде Омар Желелұлы ағамызбен сұхбат. Омар аға, аман есенсіз бе? Ассаламағалейкум. Уалейкумассалам. Хал қуатыңыз жақсы ма? Көңіл күйіңіз жақсы ма? Шүкір, бәрі жақсы. Жұмыстарыңыз жақсы ғой? Өте жақсы бәрі. Мен сұхбат алудағы басты мақсатым мына көріп отырған қалың еліміз, қазағымызға бір пайдалы, мардымды, әрі бір қайырлы сұхбат болсын деген ниетпен өзіңіздей таутылғалы азаматты шақырып отқан жайымыз бар. Әумин. Иә. Енді рух беретін, ой түйетін сұхбат алу. Омар аға, қазақтың бас биі болдыңыз. Қазақтың бас биі болдыңыз. Билердің төрағасы болдыңыз. Енді қазақтың бас биі болып қандай шаруа бітірдіңіз? Бүгінгі таңда сол мәселе жайлы айтып өтсеңіз. Енді негізгі бұл мәселеге көп адамдар мынадай көп сұрақтар қойып жатады. Не бітірдіңіз деп. Жалпы бұл қыркүйектің 17-сінде өткен бауырбас жиыны дейді. Түркістан облысы Түркібас ауданы ғой дейме, сонда Машат деген ауылда өтті, Ақшатыр деген жерде. Сол жерде енді сол жердегі бүкіл республикадан келген билердің тең дауысқа түсуімен мен бас би қылып сайлады. Былай деп айттым, негізгі мен өзім қалай көремін, бас бидің қызметі қандай. Енді бас би әр ауылға барып билік мәселесіне жаңағыдай билердің жұмысына араласпайды. Өйткені оған араласудың да қажеті жоқ, неге? Өйткені міндетіне жатпайды. Жалпы билер институтының Қазақстанда жұмыс істеп жатқанына 10 жылдан асып кеткен екен. Әсіресе бұл мына Түркістан облысы дейді ғой, қазір жаңадан құрылған. Сол Түркістан облысында кәдімгідей билер белгілі бір дәрежеде беделге ие болып, халықпен жұмыс жасап, тіпті жергілікті әкімдердің өзі кейбір шараларда, көптеген шараларда алдымен билермен ақылдасып, осындай бір үлкен дәрежеге жеткен екен. Сонда бұл жердегі енді біздің негізгі мақсатымыз осы Түркістан облысында жанданған билердің қызметін енді басқа облыстарға да ақырындап тарату. Сондықтан қазір осы облыстарда ақырындап заңды түрде тіркеліп жатыр, қоғамдық бірлестік ретінде билердің осы ұйымы. Сосын осы 9 облыс тіркелгеннен кейін республикалық билер қауымдастығы алқасы деген құжатта тапсырылып қойды заң орындарына. Енді Алла қаласа соны қазір күтіп отырмыз. Республикалық деңгейде тіркеледі. Енді бұл заңдық жағы. Енді егер күнделікті тіршілікке келетін болсақ, бұның негізгі сонда мен өзімнің негізгі мақсатым енді қазіргі кездегі басында да көптеген адамдар маған телефон соғып, осы сайланғаннан кейін мен үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, мен алдап кетті, немесе менде осындай проблемалар. Сосын мен оларға айттым, сіздердің билеріңіз бар өзі, әр облыста, әр ауданда, тіпті мысалы Түркістан облысында әр ауылда билер бар. Әр өңірге әр би жауап. Иә, солардың телефонын беріп, сол жерге барыңыздар. Сол кісілер сіздерге жаңағыдай қолынан келгенше көмектеседі деп көп адам түсінбей қалды. Басында ойлады, бас би дегеніміз жаңағы барлығына кірісіп, барлығына араласып, жоқ. Сосын негізгі сонда менің негізгі мақсатым бұл осы республикадағы билердің біліктілігін көрсету, біліктілігін көтеру. Нәтиже бар ма содан? Әлбетте, қазіргі кездегі көп адамдар сол би болу дегенді ойлайды. Олар жаңағыдай үйім құру деп, жаңағыдай белгілі бір статусқа ие болу, заң тіркелу деп. Сондан Алматыда болған жиында мен айттым, би болу негізінен онымен өлшенбейді. Мысалы,
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында Қазақстан деген ауыл бар екен. 3 ауылдың сол міне сол ауылда Темірлан деген жігіт бар да, Темірлан деген жігіт. Ол жігіт мысалы билер болмай тұрып, халық ол жігітті 3 ауылдың бала биі деп атайды екен. Иә. Кез келген жаңағыдай конфликт, кез келген жаңағыдай кикілжің сол күнге Темірланға жүгінеді екен де, халық негізі биді халық өзі сайлау керек. Өйткені ол би деген сізді халық сайлайды ғой. Иә, би деген ол чиновник емес, оны тағайындайтын. Сонда біздің ата дәстүрімізде биді халық сайлайды. Сонда осындай кейіннен сол Темірлан біздің қатарымызға қосылды. Оны біз Еңбекшіқазақ ауданының бас биі қылып сайладық. Мысалы деймін де, сондай бұл процесс ол белгілі бір өзінің сатылары бар. Бұл халықтың өзінің сұранысымен болатын нәрсе. Сонда билер институты бұл халықтың өзінің сұранысымен дүние келген нәрсе. Оны қажеттілік болып тұрды. Қажеттіліктен, өйткені бұны ешкімді бұны үстінен, жоғарыдан бұны дүниеге әкелген жоқ. Ешкім тапсырмасынсыз, бұл халықтың өз ниетімен, талабымен жасалып отқан. Өйткені халық түсініп отыр да. Мысалы, кейбір мәселелерді сотқа жеткізбей шешуге болатынды. Сонда баяғыда біздің мысалы осы бір ауылды бір ақсақал басқарған ғой. Сонда бір жолаушы ауылдан өтіп бара жатып сұрайды екен, осы ауылда адам бар ма деп. Адам жоқ десе өтіп кетеді екен. Тоқтамайды екен ол ауылға. Ат басын бұрмайды екен. Сонда адам деген кім деген кезде сөзді түсінетін, көз ашық көкірегі ояу, өзі ауылда бір адам болады екен өзі. Оны ақсақал дейміз, би деп айтамыз әртүрлі. Сонда Бұхар жырау айтады, ауылда адам бар болса, ауыл ала болмайды дейді. Осы біздің мынау қазіргі кездегі қалыптасқан жүйе бұл көптеген халықтарда бар. Мысалы, тау халықтарында, мысалы, олар ақсақалдар шешеді, сотқа жеткізбей шешеді, мысалы. Ер азаматтың сотталып кетуіне мүмкіндік бермейді. Басқа да мынау осы Қазақстанда тұрып жатқан өзбек этносында, мысалы, доңғандарда, ұйғырларда бәрінде бар бұл, жаңағы ақсақалдар алқасы. Соны енді біздің қазақ халқы да ес жиып етегін жинай бастауының көрінісі деп ойлаймын. Өздері осы сұранысымен өзінің билерін олар және өздері тағайындайды. Яғни би болу, айтады ғой, би болу ол үлкен нәрсе, ол жердегі үлкен біліктілік керек, білім керек, және ең бастысы әділ болу керек би. Сондан мен сол жігіттер жинағанда айтатын, сол сендер біз ананы тіркедік би болдық, мынаны тіркедік би болдық. Онымен би болмайсыздар. Би болу үшін тіпті тіркелу де маңызды емес. Би болу үшін ең бастысы сол мұқтаж адамдардың проблемасын шешіп беру керек. Халықтың мәселесін шешіп. Иә, қиналған кезде мысалы, мазлум дейді ғой. Мазлум деген бір зұлымдыққа ұшыраған адамдар болады өмірде. Өмір болғаннан кейін бол. Сонда Абай айтады ғой, мазлумға жаның ашып ішің күйсін дейді. Міне билердің негізгі мақсаты қандай? Мазлумға жаның ашып ішің күйсін, харекет қыл, пайдасы көп кетейсін. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Сонда енді осы мәселелерде біз сол билер, бірінші би болатын адам жалпы өзінің би деген кім деген сұраққа жауап беру керек қой. Оған білім керек, таным керек, және дәстүр керек. Яғни сабақтастық деген ұғым бар. Кешегі қазақтың даласындағы бүкіл осы елді басқарып билеп отырған от ауызды, орақ тілді билер болған ғой. Әйтеке, Жақсы, оған келеміз, Омар аға. Жаңа өзіңіздің сөзіңізден шықты. Әйтеке биіміз бар, байырдан келе жатқан біздің қазақты тізгін деген кісілер. Қазбек, Қаздауысты, Қазбек аталарымыз бар. Төле биіміз бар. Енді сол замандағы билікпен, сол Қаздауысты, Қазбек билер билеген замандағы билікпен бүгінгі таңдағы жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Жаңа Қазақстанның арасындағы биліктің айырмашылығы қандай? Соның ара-жігін ажырата аламыз ба? Бұл жерде өте оңай бұны ажырату. Өйткені Үмбетей жырау айтады ғой, хан болмаған хан болса, қанамаған ел қоймас дейді. Бай болмаған бай болса, жайламаған сай қоймас. Би болмаған би болса, айтылмаған сөз қоймас. Сонда Үмбетей жырау нені меңзеп отыр? Хандық, яғни қазіргі кездегі бізді мемлекетті басқару формасы хандық болды ғой 1822 жылға дейін. Хандықта, билер институты да, тіпті бай болдың өзі
текті болу керек деген әңгімені айтып отыр. Иә. Текті, яғни жеті атасынан бері хан болған адамдарда тектілік пайда болады. Тектілік дегеніміз атадан балаға өтетін игі қасиеттердің жиынтығы, ол атадан балаға қанмен, таныммен, ананың сүтімен, атаның күшімен өтетін. Сонда айтып отыр ғой, хан болмаған хан болса дейді, қанамаған ел қоймас дейді. Би болмаған би болса, айтылмаған сөз қоймас. Сонда бұрынғы біздің бабаларымыздың жолы қандай еді? Онда сонау Шыңғыс ханнан бері жалғасып келе жатқан төрелердің билік институты болды ғой, ол текті институт та. Солар жалғасып келді. Ең соңғы қазақтың ханы Кенесарыға дейін бұл жалғасып келді. Кенесарының бабасы хан болған, оның бабасы, жеті атасы дейін хан болған адамдарда бірақ мүдде болады, елге қызмет ету. Ал енді біз осы нені үзіп алдық, дәстүр үзіліп қалды. Сондан соны қайта жаңғырту сіздердің басты мақсаттарыңыз. Сонда айырмашылық осындай. Біздің мақсатымыз негізінен билікті жаңғырту емес, біздің мақсатымыз енді қазіргі кездегі жағдай мүлдем бөлек қой. Қазір мысалы біз зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекеттің өзінің соты бар. Заңы бар, конституциясы бар. Мүлдем бөлек жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Бұрын мысалы 1822 жылға дейін қазақ даласында хандық билік болды. Хандық билікке сай билер институты болды, билер соты болды. Яғни қазіргі кезде сот, яғни тәуелсіз сот деп жатыр ғой, қазір саяси реформа жасаймыз, тәуелсіз сот керек. Сондағы біздің тәуелсіз соттарымыз билер болды. Сосын билердің өздерінің нелер болды, мына органы. Ханның өзін, егер хан көнбесе, талқылайтын органы болды. Оны қаз деп атайды екен. Сонда Бұхар жырау айтады ғой кімге? Абылай ханға. Әй Абылай, Абылай, өтіңменен жарылма, өкпеңменен қабынба. Басына мұнша көтерген халқыңа жаулық сағынба. Елдің бірінші адамы. Көтерермін, көнермін, көнбесең көтеріп қазға салармын дейді. Сонда қарасаңыздар, өзіміздің дәстүрлі билікте осы бір адамның шексіз билігін тізгіндеп отыратын сондай бір конституциялық ұйымдар болған екен. Сол билердің кеңесі, оны қаз деп атаған. Енді қазіргі кезде бұның бәрі басқа жағдайда жүріп жатыр. Бірақ енді қазіргі кездегі басты мақсат қандай дегенде, неге халық мысалы билер институтын жаңғыртып жатыр? Неліктен деген сұрақ туады ғой енді. Сонда Кун Фудзы айтады, Кун ұстаз, заңмен басқарсаң дейді, жазамен жасқасаң, халық тітіреп тұрады, бірақ ұятын жоғалтады дейді. Ақ жолмен басқарсаң, дәстүр ғұрыппен жасқасаң, халық елбіреп тұрады, құлдық ұрады, ұятын жоғалтпайды дейді. Осы тұста біз ұятымыздан айырылып қалған жоқпыз ба? Енді сіз ойласаңызшы, оның мысалы сот деген нәрсе бар, мысалы сотта кейде байқайсыз, мысалы шешесімен қызы соттасып жатады. Ондай масқаранты көріп жатыр. Әкесімен ұлы соттасып жатады. Ал енді қазақ өзі айтпаушы ма еді, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде, ағайының азар болса да безері болмайды деп, жалпы халық дәстүрмен шешуге тырысқан. Мысалы, осы жақында ғана кімнің видеосы шықты ғой, Ратбек қажының. Бұрынғы біздің алғашқы муфтиіміздің, тәуелсіздік алғаннан кейін. Сол 1980 жылдар ма, ана Қарыз бен парыз деген хабар болған, көрген шығарсыз. Сағат Әшімбаевтың, қазақтың білікті азаматы, сыншы. Сол Қарыз бен парызда отырып сөйлейді, сонда кім? Ратбек қажы. Сол кісі айтады, мен осы бала кезімде дейді, осы шалдардың айтқанын дейді, шариғаттан таба алмадым дейді. Сосын ойладым дейді, бұл не? Сонда қазақ қалай басқарылған дейді да. Сосын өзім осы Қазақстанда оқыдым, содан кейін араб елдерінде оқыдым дейді. Сонда әл-ғаділ ғұрф, әділ ғұрып деген ұғым бар екен дейді. Біз дінтануды өткенде, сонда елді әділ ғұрыппен басқаруға болады екен деген тоқтамға келдім дейді. Сонда қазақтың негізгі дейді, осы енді қазақтың негізгі сол әділ ғұрыппен басқарған дейді. Ол жерде мұндай мәселе шықпау керек, қазақ шариғатпен басқарылмаған, тек қана ғұрыппен басқарған деп. Бірақ қазақтың негізінде әділ ғұрып жатыр екен ғой. Сондан сол оны дін адам айтып отыр, және Ратбек қажы айтып отыр. Сондан мысалы қараңыздар,
әрине Қаздауысты Қазбек бабамыз Әнет бабаңнан барып сұрайды ғой, қазақтың жолы қандай дейді. Қазақтың жолы қанағат дейді. Қазақтың жолы қанағат, иә? Біз сол жолмен келе жатырмыз ба? Қанағат, иә. Енді сосын айтады. Ал енді Байшөгөл деген бар дейді. Байшөгөл дегеніміз, Байшөгөл шешілмейтін, жаңағыдай қиын түйінді бір мәселе дейді, Байшөгөл дейді екен. Ал енді қиын шешілмейтін бір дау болады ғой, соның емі дегенде, оның емі шариғат деп айтты. Мына сонда қазақ сонда кейбір мәселелерін мынау қазақтың жолы қанағат деп отыр да, біз осыны талқылап сана сүзгісінен өткізетін уақыт келді. Біз мысалы айтып отырмыз, бірақ біздің білмейміз, біліміміз жетпейді. Ол қандай жол? Қазақтың жолы қанағат. Білмейміз. Тек біз білеміз, Әнет бабаңның осылай жауап бергенін. Ал енді шешілмейтін қиын мәселелерді шариғатпен шешкен дейді. Ал енді қараңыз, бір мәселе айтайын сізге. Мысалы, осы жаңағы Ратбек қажының айтып отырған сөзінің жаны бар екендігін айтайын. Мысалы, шариғат бойынша, мысалы бізде айтады ғой, бір әкенің екі баласы бір-біріне немере болып табылады. Мысалы, шариғат немерені қосады. Мысалы, шариғатты ұстанған халықтар ағайынды адамдардың балалары үйленіп жатады бір-біріне. Білесіз бе осыны? Иә. Бұл өз кезегінде әртүрлі кеселдерге ұрынады, жаңағыдай даундар туады, жаңағы инцест дейді ғылымда, қанның араласу. Қазір тіпті біздің осы өзбек ағайындарымыз, тәжік ағайындарымыз әбден жаңағы осыдан запы болған, олар енді қазір үйленетін адамдардың қан құрамын алдын ала тексеріп алу туралы мәселе көтеріп жатыр. Ал сонда шариғат қосып тұр да немерені. Мысалы, Қалқаман Мамырда неге оққа байлап жүрді? Өйткені олар жеті атаға толмай бір-біріне осындай ғашық болдық деп үйленбекші болған ғой жастар. Сонда кім айтады ғой, Шәкәрім, шариғат немерені қосады екен дейді. Ал қазақта шариғат рұқсат беріп тұр, бірақ қазақ жеті атаға толмай үйленуге рұқсат жоқ. Сонда жеті атаға толмай үйленбеу бұл қазақтың ғұрпы. Әділ ғұрпы, түсінесіз бе? Өйткені қазақ білген, жеті атаға толмай үйленсе, ұрпақ сапасыз және ұрпақ кеселді, ауру болып туатын қазақ бұрыннан білген. Жағдай қиын болатын. Иә, сонда міне жаңа Ратбек қажының айтып отырған сол, қазақ дейді негізінен әділ ғұрыппен басқарған. Бұдан енді шариғат пен әділ ғұрыпты біз қарсы қоймаймыз, неге? Өйткені біздің әділ ғұрпымыздың негізінде неге шариғат жатыр. Бірақ кейбір мәселелерде қазақта шариғатта жоқ нәрселер бар. Сонdan қарағанда сол біздің әділ ғұрпымыздың өзі менің түсінгенім бойынша ол діннің құрамдас бөлігі екен. Халқы тек қана шариғатпен емес, әділ ғұрыппен де басқаруға болады деп, сол Аравияда мен дін оқуын оқығанда сол дін танудан осындай біз сабақ өттік дейді. Енді осының бәрін біз зерттеуіміз керек. Неге? Өйткені біз исламды қабылдадық, бірақ біздің өзіміздің түріктік өзімізге тән. Түріктік өзімізге тән. Жоқ, ғұрпымыз бар. Біз өзіміздің түріктік табиғатымыз бар. Соны біз жоғалтып алмауымыз керек деп отыр ғой. Сонда Шәкәрім айтады ғой, қазақтың түп атасы батыр түрік дейді, сөзсіз бе? Қазақтың түп атасы араб деген сөздің түбі шүрік дейді. Әнес сахабадан тарады деп айтады ғой енді. Сонда Шәкәрім осыған кәдімгідей қарсы шығып отыр. Жоқ, қазақтың түп атасы батыр түрік дейді. Бүгінде де сол нәрсені айтып жүрген қаншама өкілдер. Иә, міне сондықтан қазір кезде осы жақында Ғалым Серікұл деген бір жігіт пост жазды, сонда айтады ғой, Шәкәрімнің де, Абайдың да, Ыбырай Алтынсариннің да көтеріп отқан проблемасы дейді. Осы дінді қабылдағанда өзіміздің түріктік табиғатымызды жоғалтып алмау мәселесі дейді, бірінші орында тұр дейді. Мысалы, Мәшһүр Жүсіптің өзі айтады, мысалы, өзінің Наурызнама деген еңбегінде. Мәшһүр Жүсіп 5 жасынан бастап дін оқуын алған, сонда айтады ғой. Ел болатын адам, ел болам деген адамдар Наурызнамаға, наурыз өткізуге барлық күшін салу керек дейді. Жақсы. Енді президентпен бас қосатын жиындар көп. Жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар. Билердің жиыны болады. Сондай жиындар көп. Және елбасымызбен, Қасым Жомарт Кемел Тоқаевпен ұйымдастырылатын жиындар көп. Иә. Ол жақта небір
еліміздің азаматтары бар, жігіттер бар, қыздар бар, Иә, иә. марапатталып, сый-сияпат алып, Иә. атақ даңққа ие болып жатады. Иә. Енді ол жерден өзіңіздің төбеңізді көрмейміз. Иә. Неліктен? Әлде сізді менсінбейді ме? Мүмкін сізді байқамайтын шығар. Немесе сіздің атқарып жатқан қызметіңіз қазаққа сондай бір үлкен марапатқа, сый-сияпатқа лайық болатындай емес пе? Бұл жайында не дейсіз? Бұл жерде биліктен мадақ алу ол маңызды емес. Мен үшін маңызды емес ол. Тіпті ол зиянды. Өйткені Шәкәрім айтады ғой. Біз енді руханияттың жолында жүрміз ғой. Иә. Соны Шәкәрім атамыз айтады. Дейді, темір ноқта бақ саған. Бақ деген карьера емес пе? Иә. Ол руханият адамына темір ноқта дейді. Сені тұмшылап тастайды дейді. Темір ноқта бақ саған, болады кісен тақ саған. Тақ деген билік. Дәулетің у мақтаған. Пайда мақтан малдан без дейді. Сондан керісінше бұл жаңағыдай тақ, мадақ, мақтан бұл руханияттағы адамға өте зиянды нәрселер. Одан қашу керек керісінше. Сіз қашып жүрсіз? Мен қашып жүрген жоқпын. Құдай тағала өзі мені қорғап тұр. Мені қуып жүргенде ешкім жоқ. Береміз деп. Бірақ берсе аласыз? Жоқ. Алмайсыз ба? Жоқ, енді алған кезде енді сен енді патша шақырып тұрып берсе, сен енді мен алмаймын деп бетіне лақтырып жібермейсің ғой. Иә. Бірақ менде ішімде ондай ұсыныс, ұмтылыс жоқ, сөзсіз бе? Ол маған қажет емес. Демек, сіз атақ, даңқ, абырой, мемлекеттің тарапынан, я болмаса мінбердегі жүрген ағаларымыздың сый-сияпатына зәру емес. Зәру емеспін мен, сөзсіз бе? Тіпті ол маған бергеннің өзінде де ол маған әсер етпейді. Жақсы. Демек, ол бүгінгі Омар Желелұлы ағамыз қандай? Ертеңде ол марапатталған болса да, марапатталмаған болса да өзгермейді. Мен ұстазым тұр ғой, Шәкәрім. Шәкәрім айтып отыр ғой. Темір ноқта бақ саған, болат кісен тақ саған, дәулетің у мақтаған, пайда мақтан малдан без дейді. Жақсы. Бүгінгі күні Қазақстанда жаңа айтып отырмыз, марапатталып жатқан азаматтар көп. Кімді идеал санайсыз? Қазақстанда идеал адам бар ма? Кіршіксіз, таза, ешкімді алдамаған, арбамаған, мына еліне сөзі өтетін, аузына елді қаратып, соған пайдасын беріп отқан азамат деп кімді айта алатын едіңіз? Идеалды Құдай ғана. Адам идеалды бола алмайды. Қазақ айтады ғой, мінсіз Құдай, кірсіз ай дейді, сөзсіз бе? Адам идеалды бола алмайды, осыны біз шатастырмауымыз керек. Сондан Шәкәрім өзі айтады ғой, Тәңірің таза болып бақ сенде кірсіз, әлің келсе менен қаш ең мінсіз. Бұл Құдайдай боламын деген емес, сөзімнің түбін ұқпай демедіңсіз дейді. Сондан адам ол идеалды бола алмайды, бұнда иллюзиядан алдын ала арылу керек. Канттың философиясында априори деген ұғым бар, алдын ала. Сондан адам идеалды бола алады деген түсініктің өзі қате. Құдай ғана идеалды. Басқаша көзқарастың бәрі демек бұрыс болып. Ол иллюзия. Адам, біз пендеміз ғой. Өзімізді өзіміз алдық. Егер біз идеалды болсақ, онда бізде Құдайдың не қажеті бар? Біз неге Құдайды қажетсінеміз? Өйткені біз пендеміз. Пенде деген кім? Пенде деген сөздің мағынасы Құдайға мұқтаж адам. Бойындағы кемшілігі бар адам. Біз пендеміз, сөзсіз бе? Біздерде кейбір азаматтар өздерін идеал санап Құдайын ұмытқандар ма сонда? Бұл енді егер ондай айтады ғой, дінде бар ғой, неде, Інжілде. Не сотвори себе кумира дейді. Яғни өзіңнен қолдан пұт жасама дейді. Бұл өте қауіпті нәрсе. Бұл тоталитаризмге алып келеді, бұл қантөгіске алып келеді. Сондан адам өзінің пенде екендігін үнемі ұмытпау керек. Бауыржан атамыз айтады ғой, үлгі тұт, пір тұтпа. Иә. Жоқ, пір тұту деген ол былай мәселе. Пір деген ұстаз деген сөз. Мысалы, кім? Жаңағы Мбаппе деген бір ғой, Мбаппе Криштиану Рональдоды пір тұтқан. Ақыры соның деңгейіне жетті. Пір тұту керек ол. Бұл профессиональный өсу үшін өте қажет нәрсе. Пір тұту деген ұстаз тұту деген сөз. Жақсы. Омар аға, өзіңізді бақыттымын деп есептейсіз бе? Мен сізге айтайын, мен ана Виктор Франклды оқыдым жақында. Жаңағы психолог концлагері деген кітабын оқыдым. Бұл әлемнің ең үздік кітаптарының қатарына кірген жаңағы өмірде мән іздеуші адам деген кітап қой. Әлемдегі ең үздік
сонда айтады ғой, жалпы көп адамдар бақытсыз дейді. Сонда Франкл айтады, бақытсыз деген адам міндетті түрде бақытсыз болып қалады дейді. Рахатсыз деген адам рахатсыздыққа ұрынады дейді. Бақыт, рахат дейді, ол адам өзінің қарызын өтегенде келетін қосалқы нәрселер дейді. Бірақ олар басты нәрсе емес өмірде дейді. Сонда маған бақыт, рахат сезімдер, мен де пендемін ғой, маған да ол жат емес. Бірақ олар қашан келеді маған? Мен өзімнің қарызымды өтегенде. Омар Желелұлы мырза кімге қарыз? Менің қарызым көп қой. Бірінші мен Алланың алдында қарыз бар. Мен қарызымды қайтаруым керек Алланың алдында. Алла айтады, Абай айтады, кім саған махаббат қылса, махаббатқа махаббатпен жауап қайтару қарыз дейді. Мен Алланың алдында қарызбын. Алла мені махаббатпен жаратқан. Енді Алланың алдында қарызымды қайтаруым керек. Алланың алдында қарызымды қайтару үшін Алланың жаратқан адамдарын сүюім керек. Ал адамды сүю дегеніміз не? Оларға пайдалы болу. Яғни көбінесе адамдар былай дейді ғой, адамшылықтың қарызы деген ұғым бар ғой, мысалы Абайда. Абай айтады, адамшылықтың қарызы үшін өмір сүрсең дейді, қарыз үшін өмір сүрсең, Құдайдың сүйікті құлы боласың дейді. Ал өзің үшін өмір сүрсең, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Сонда біз қарызбыз, Аллаға қарызбыз. Бірақ Аллаға қарызымызды қалай қайтады? Адамдардың алдындағы қарызымызды өтеумен. Ал адамдардың алдындағы қарызымызды қашан өтейміз? Оларға пайдалы болумен. Абай айтады, қараңыздар, қалай қайтады дейді да, жаңа қайталап айтады. Абай айтады сонда, адамның Құдайдың алдында қарызы қалай қайтады? Мазлумға тағы қайталап айтамын, жаның ашып ішің күйсін, яғни зұлымдыққа ұшыраған. Қарекет қыл, пайдасы көпке тисін. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған. Мен сүйгенді сүй деп ең сүйсін дейді. Сонда сен көпті сүйсең, Абайды айтып отыр, адамды сүй деп отыр ғой Абай. Адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді. Не қызық бар бұл өмірде одан басқа дейді. Сонда Абай айтып отыр ғой, көпті сүйсең, Тәңірің сені, яғни мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Сондан адамды сүю керек. Ал енді адамды сүю дегенде көп адам түсінбейді. Ол не ол адамды сүю деген? Сонда бұны кім айтады ғой? Сонда менің қазіргі кездегі Абайдың ізбасары ретінде соның ілімін жалғастыру үшін қарызым қандай? Сонда менің қарызым Шәкәрім ашып береді. Шәкәрім айтады, сөккенің болсын сүйгенің дейді. Сөккенің болсын сүйгенің. Сонда жаны ашитын адам ғана, біреу адам жақсы көрген адам ғана біреуді сөге алады екен ғой. Сөккенің болсын сүйгенің, достығың болсын күйгенің, ащы тілмен тигенің, жоғалсын деп міндері. Тамам жанын мінін айт. Жалған айтпай шынын айт, аяп ішің жылып айт, адамды бастыр ілгері дейді. Сонда жалпы Құдайдың алдындағы біздің қарызымыз қашан қайтады? Адамды сүйгенде. Ал адамды сүю деген не? Ол жақсылығына да, жамандығына да көз жұмып қарау емес. Ол сүю емес, ол керісінше сүймеу. Қазақ айтады, көріп тұрып айтпаған көргенсіз дейді. Біліп тұрып айтпаған жетесіз дейді. Біз қазақ қоғамы неге дамымай жатыр? Өйткені біз бірімізді сүймейміз. Ал сүю үшін сөккенің болсын сүйгенің, сен анау жаның ашып қазақты сөгуің керек. Сонда ол саған ренжімейді дейді. Неге? Өйткені ол сенің махаббатын сезіп тұр дейді. Достығың болсын күйгенің дейді. Сонда біз сонда қоғам ретінде дамимыз. Қазіргі кезде қазаққа сын айтса, бір-біріне бітіспес жау болып шыға келеді. Неге? Өйткені сын айтудың өз шарттары бар. Жалған айтпай шынын айт, аяп ішің жылып айт. Өйткені махаббатпен айтқан, мысалы, біз Абайға ренжімейміз ғой. Неге? Өйткені Абайды қазақта сынауында әр жағында шексіз қазаққа деген махаббат жатыр. Қазақ айтады, енес тепкен құлының еті ауырмайды дейді. Біз қазақты сүюіміз керек. Сүю дегенді көп адам ойлайды жаңағыдай, соқыр махаббат. Яна оның әділетсіздікке, қазақтың әділетсіздігіне, кемшілігіне, жамандығына, бәріне көз жұмып қарау, өйткені өзіміздің қазағымыз ғой деп ойлайды. Жоқ, бұл сүю емес. Сүю дегеніміз не? Жақсылығына сүйіну, жамандығына күйіну. Міне сонда ғана сенің Құдайдың алдындағы қарызың қайтады дейді Абайды. Жақсы. Сонда сүйе алмайтын адамдарды бақытсыз деуге келе ме? Иә. Жоқ, сүйе алмайтын адамдар Құдайдың алдындағы қарызын қайтара алмайды. Демек олар бақытсыз ғой. Қарызын орындамаған адам бақытсыз. Жақсы. Ол мысалы бақыт қашан келеді? Сен қарызыңды орындағанда. Әлеуметтік желіде
белсенді, қоғамға танымал, халыққа ел даусына қарата алатын азаматтар баршылық. Енді өзіңіздің де айтқан сөздеріңізді теріс түсініп, сізді жерден алып жерге салған бар жағдаяттар да болды. Сол сәттерде не түсіндіңіз? Бұл былай ғой, ақиқат ол өзі ащы болады. Сондан егер қоғам сен айтқан кезде оны бірден 100% қабылдаса, ол ақиқат емес. Жалған. Ол былайша айтқан кездегі трюизм дейді ғой, жауыр болған нәрсе. Ақиқат деген нәрсе ол қарсылықпен келеді өзі. Қоғам қарсы болады, ой байлайды, шыңғырады, ышқынады, бірақ кейін бірте-бірте мойындап, кейіннен ол нормаға айналады. Сонда сен ақиқат айттың ба, осы жолға сен дайын болуың керек. Ақиқат айтып, халықтың осындай бір наразылығына, қайтадан мені жерден алып жерге салады деуден демек сіз қорықпайсыз? Жоқ, ол қалыпты жағдай ғой. Ол қалыпты жағдай. Мысалы, Мұқағали айтады ғой, шындық қой ол. Шындық көзге шұқиды қашан. Кім жақсы көреді? Көзге шыққан. Тура айтқан туғанына да жақпайды. Мұқағали шындық көзге шұқиды қашаннан да, шыбын жаның шындықтан қашалған ба, ар ақиқат үкімі жасалғанда қолға тұрар, ноқтасыз асауларда дейді. Бәрекелді. Қазір мына танымал адамдарды айтып жатырмыз. Нұрлан деген ұстаз шықты. Хит имам дейді халық арасында. Сол кісі шықты. Енді ол кісі дінді ойыншық қылып жүр деп ойламайсыз ба? Сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен өзім ойлаймын, халық ақымақ емес негізі. Халық ақымақ емес. Халық, мысалы, халық айтып жатыр ғой енді. Имамды ұнатып жатыр. Дикте, мысалы, сонда Мәшһүр Жүсіп атамыздың кесенесінің кіреберісінде өрге қарай өрлейсіз, сонда тастар тұр. Болдыңыз ба Мәшһүр атамызда? Сонда таста жазулар тұр, Мәшһүр атамның өлеңдері. Сонда Мәшһүр атамыздың бір өлеңде қазақтың мындай бір мақалын келтіріпті. Халықтың тілі дейді, Құдайдың қаламы дейді. Яғни халық айтса, қалып айтпайды, яғни өтірік айтпайды дейсіз бе? Халық егер ұнатып жатса, яғни ол кісінің айтып отырған халық ұнап отыр. Демек бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс. Өйткені пайғамбарымыз айтқан ғой, дінді сендер ауырлатпаңдар дейді. Дінді жеңілдетіңдер. Дін сендерге өмірлеріңді ауырлату үшін келмейді. Жеңілдету үшін. Ол кісі жеңіл айтып отыр, бірақ ақиқаттан ауытқымай айтып отыр. Сонда халық оны ұнатып отыр. Осы тұста Нұрлан ұстазымыздың әріптестерінің тарапынан енді көздерін шұқып, саусақпен нұқып айтпай қойық кімдер екенін. Бірақ біраз осы дін саласындағы мамандар әлде көре алмаушылық па білмеймін енді. Сол кісінің атына жабылып енді неше түрлі сөздерді ғайбаттап жатады. Ол жайлы не дейсіз? Енді ол қалыпты нәрсе. Өзі Махамбет айтады ғой. Махамбет Өтемісұлы бар ғой. Біздің рухымыздың жаршысы ғой кісі. Қазақ руханиятының алдаспаны. Сол Махамбет айтады ғой. Ер дұшпаны көп болар дейді. Қатын дұшпан, жігіттер не демес дейсің сыртымнан дейді. Сондықтан ер болып сен белсеніп ұрысқа кірдің бе, сен дайын бол. Сен дұшпаның көп болады. Ол түсінікті кім екені ол кісілердің. Енді Омар аға, күнде кешкісін үйіңізге барасыз. Шай тамағыңыз ішесіз. Төсекке жатып, ұйықтар алдын өз-өзіңізге қандай баға бересіз? Мен баға бермеймін негізі. Өйткені мен күні бойы негізінен мен Абай айтады ғой, арысым баса дейді ғой. Мен күні бойы өзім арымды сындырмайтындай өмір сүремін. Тырысам өмір сүруге. Сондан мен баға беруге де үлгермей ұйықтап қаламын. Ол баға беру үшін сен күні бойы жаңағыдай қым-қуыт тірлік, не істеп не қойғанды білмей, саналы, бейсаналы әрекеттер істеген адам мүмкін кешке ойланатын шығар. Бірақ Мәшһүр айтады ғой, менің ұлы ұстазым, адам өзінің ақылын өзіне қарауыл қойып қою керек дейді. Сонда өзінің ақылы өзіне қарауыл адам өзіне баға берудің де қажеті болмайды, өйткені үнемі қарауылдасың да. Бәрі бақылауда. Бәрі бақылауда. Жақсы, аман болыңыз. Әттең-ай деп көңіліңіз түсіп, жігеріңіз түсіп, өкінбеймін мен. Өмірге риза болмай, өз-өзіңізге риза болмай. Жоқ. Ол өтетін сәттер бола ма? Жоқ, ол дұрыс емес. Шал ақын айтады ғой. Бұл өлім қайда жоқ, күркіреген күнде жоқ, жарқыраған айда жоқ.
өтіп кеткен соң 1000 теңгелік қайғыдан 1 теңгелік пайда жоқ дейді. Жалпы ол өкіну, ол ғапыл адамның ісі. Өкінбеу керек. Неге? Өйткені кез келген істің Алланың өзінің хикметі бар онда. Кез келген сені басыңа түскен қиындықтың артында бір жеңілдік тұрады. Ал біз өкініп жатамыз да, Алланың біз хикметін түсінбей тұрмыз ғой. Алла саған қиындық беру арқылы сені өсіріп отыр. Сені қудалау арқылы, сенің артынан өсектеу арқылы, ғайбат айтып отыру, Алла тағала сені өсіріп жатыр да, сөз бе? Сен солармен күресіп отырып, өсе бересің. Адам басына өзі өткере алмайтын қиындық түспейді дейсіз. Түспейді. Алла тағала уәде берген. Мен пендеме көтере алмайтын жүк бермеймін дейді. Жақсы. Мына қайтадан еліміздің мәселесіне оралайық. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Мына ескі Қазақстан қайда кетіп қалды? Ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстанның айырмашылығы бар ма? Сіз сезініп отырсыз ба? Сезінсеңіз не сезім? Жоқ, қандай сезім бар? Бұл енді не дейді, бір бұрынғы совет үкіметінің тілмен айтқанда ұран ғой. Жаңа Қазақстан құрамыз дегенде. Мысалы, бұндай ұрандар көп болған ғой, совет үкіметінде дип деген болған. Дип дегеніміз догоним и перегоним Америку. Жаңағыдай догоним и перегоним, қуып жетеміз деген. Қуып жетпек түгіл озып кетеміз деген, мысалы, Америкаға. Сондай ұрандар көп болған. Жете алған жоқ қой? Жете алған жоқ. Сол сияқты 60-шы жылдары біз коммунизмге жетеміз деген ұран болған. Америка құрып жатыр, қирап жатыр, батыс деген шіріп жатыр деген ұрандар болған. Сондан мен өзім ойлаймын, бұл қоғам ұранмен дамымайды. Қоғам харекетпен дамиды. Бізде харекет болмай тұр ғой. Демек, мына жаңа Қазақстан деген нәрсе, жаңа өзіңіз айтқан дип болып қала ма? Бұл жаңа Қазақстан дегеніміз, мен өзім ойлаймын, мәшһүр айтады, ескі жаңаның қазығы дейді, сөзсіз бе? Егер біз ескі деген не? Ескі дегеніміз біздің айтады ғой, жаңа деген не? Ол жақсы ұмытылған ескі дейді. Егер біз өзіміздің тілімізді, байырғы тілімізді, әдетімізді, ғұрпымызды қайта тірілтпесек, жаңа да жоқ. Жақсы. Енді қазіргі таңда енді жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз, Иә. Ол жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатқан адамдардың барлығы мына ескі жүйенің терісін, пұшпағын елеген адамдар. Иә. Енді ескі адамдармен жаңа нәрсені құру қаншалықты бір ақылға сиятын, миға сиятын дүние? Бұл мындай бір мәселе. Бұны енді барлығы бір аузын айтып жатыр ғой. Бұны мысалы бүкіл политологтар айтып жатыр, Досым Сәтбаев бастаған қазіргі қазақтың өзі мықты политологтар бар ғой. Құдайға шүкір. Солар айтып жатыр ғой. Ескі кадрлармен жаңа Қазақстан құра алмайсың дейді. Бұл енді мен ойымша бұл енді бір ауыздан қабылданған бір пікір. Мен де соған қосыламын. Негізінен өзіңіз ойлаңызшы, мысалы, ескі жүйенің ескіше ойлайтын адам қалай жаңа Қазақстан құрады? Сондан мен одан да мындай бір ана жолы пікір айттым. Жалпы жаңа Қазақстан құру үшін, жалпы меніңше жаңа Қазақстан деген не мен үшін? Ол отарсызданған Қазақстан. Негізі халықтың көкейінде халық білмейді, білмеуі де мүмкін, бірақ көкейінде, түйсігінде бір нәрсе бар. Ол не? Ол отарсыздану. Отарсызданбаған халық жаңармайды. Сонда біздің алдымызда қазіргі кезде отарсыздану, яғни деколонизация мәселесі тұр. Егер біз оны шешпейінше, оны біз бірінші мойындап, оны кәдімгідей мемлекеттік деңгейде мойындамайынша, біз жаңармаймыз. Біз осылай колония болып қала береміз. Оның ішінде мына алаш құрбандарын, ашаршылық, зұлмат, барлығын оның бәрі оның салдарлары ғана. Негізінен отаршылдық деген үлкен бір ұғым ғой. Мысалы, біз 1822 жылы хандық билік жойылды ғой. Сол кезден бастап біз Ресей империясының отарына айналдық. Одан 70 жыл Совет одағының отарына айналдық. Отарлық деген ол құлдық деген сөз. Сіз ойлаңызшы, мысалы, құл адам мемлекет құра ала ма дейді. Мысалы, Мұса пайғамбар, мен ылғи айтамын осыны, бұл енді керемет нәрсе ғой. Мұса пайғамбар перғауынның құлдығында болған яһудилерді дейді, құтқарып, оларды 40 жыл бойы дейді, шөл далымен алып өтті дейді. Ешкіммен араластырмады дейді. Сонда сұрайды ғой, Мұса алейхиссалам, бұл сіздің харекетіңіздің сыры неде дегенді айтты дейді ғой. Бұлар құл болған халық. Құл болған халық мемлекет құра алмайды деп айтты. Мен олардың бойында құлдығы кетсін деп 40 жыл ешкіммен араластырмай шөл далымен алып өттім деген екен. Сол сияқты біз құл болған халықпыз ғой. Мысалы, бізде қазіргі кезде
қазаққа сен құлсың десең өліп қалғысы келеді. Неге? Ол құлдықтың белгісі. Қазақ айтады, құлға құл. Ол жалған намыс емес? Жоқ, былай дейді, қазақ айтады, құлға құл десең өлгісі келеді дейді. Биге құл десең күлкісі келеді дейді. Қашан біз биге айналамыз? Өзіміздің құл болғанымыздың мойындап, құлсыздану, яғни отарсыздану процесін жүргізген кезде ғана біз әлгі өзбектер ауру екеніңді мойындау керек дейсіз. Өзбектер айтады екен ғой, мен өзбекпін, өзім бекпін. Мен қазақпын, әлемдегі ең азат адаммын деп айтатындай әрбір адам осының деңгейге жеткенде біз отарсызданамыз. Сол кезде жаңа қазақ пайда болады, жаңа Қазақстан пайда болады. Ал мынадай отарсызданбаған санамен жаңа Қазақстан құру мүмкін емес. Сонда қазір біздің алдымыздағы ең глобалды саяси реформа деп жатырмыз, оның барлығы тек қана отарсыздану процесінің аясында ғана жүреді. Өйткені мен жаңалық ашып отқан жоқпын. Бүкіл отар болған елдер отарсызданған. Мысалы, оңтүстік Африка мемлекеті, Нельсон Мандела 27 жыл түрмеде отырды. Ақыры халқын апартеидтен құтқарып дегеніне жетті. Кейін Нобель сыйлығын алды. Махатма Ганди, Индияның отары болған Индияны бір оқ шығармай, бір адамның қанын төкпей, зұлымдыққа күш көрсетпеу методы арқылы отарсыздандырды. Біздің Манделалар қайда? Манделалар сәтін күтіп отыр. Жақсы. Бар бізде де, Құдайға шүкір. Бастар аман болсын. Омар Жәлелұлы адамның бойында қандай қасиеттерден жиіркенеді? Негізінен мен енді Шәкәрім атамыз айтады ғой. Шәкәрім атамыз айтады. Адамның ең асылы дейді. Ең асылы. Иә. Адамның ең асылы тайғақ мінез. Адамның ең асылы қиянатсыз ақпейіл дейді. Ең зиянкеш жасығы тайғақ мінез екі сөз дейді. Сөз мінезі құбылса, ар иманы жоқ деп біл. Аулақта жемтік сыдырса, оны ойымен айуан қыл дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, менің алдымда ұстаздарым бар ғой, Шәкәрім, Мәшһүр, Абай, бұлар нағыз таза мұсылмандар да, тіл мұсылмандар емес бұл кісілер, дін мұсылмандар. Сол дін мұсылман Мәшһүр атамыз айтады, мұсылмандықтың басты белгісі айтқан сөзінде тұру, уәдеңе тұру. Мен мысалы уәдесін тұрмайтын адамдарды жек көремін. Өйткені Шәкәрім айтады, ол сөзінде тұрмай ма? Яғни оның ар иманы жоқ деп біл дейді. Бітті. Сен ол бір рет сатып кеткен адам, сен сөзінде тұрмаған адам ертең екінші ретте тұрмайды. Сонда қазақ айтады ғой, Махамбет айтады ғой, бір сынаған жаманды екі қайта сынама дейді. Бір сынаған жаманды, мысалы, бір адам бір рет сөзінде тұрмады ма, бұл бір істеген тағы да істейді сөз. Сондан біз ұлт ретінде өсу үшін мұсылмандықтың белгісін анықтап алуымыз керек қой. Мұсылмандық дейді Мәшһүр, ол намазбен де болмайды, оразамен болмайды, сөз қажылықпен де болмайды. Мұсылмандық дейді, уағдаға опалы болумен болады дейді. Мұсылманның басты сипаты немен? Қазақ айтады, айтсаң уәдеңе жет, уәдесіз Құдайға шет дейді. Біз осыны ұстанбай, біздің еш тірлігіміз алға баспайды. Не бизнесте. Мысалы, ағылшындар несімен мықты? Ағылшындар сөзінде тұрады. Оларда джентльменнің сөзі деген бар. Нотариус те керек жоқ, куә де керек жоқ, кепілдік керек жоқ. Сөз. Ал қазақта бұрын сол джентльменнің баламасы болған, жігіт сөзі деген. Омар Жәлелұлы мырза сөзінде тұрады ма? Мен тырысам. Кейде менде пендемін ғой. Кейде мысалы қателесіп, күнә жасайтын, сөзінде тұрмайтын, одан кейін опынатын, арпалысатын, күмәнданатын кездер менде де болады. Өйткені мен енді періште емеспін, менде ет пен сүйектен. Бірақ менде ең бастысы сол қағидаға деген бір ұмтылыс бар. Мен тырысам максималды түрде. Бірақ кейде ситуация мен контролімнен шығып кететін кездер болады. Жақсы. Елге ақыл айтатындар көп аға. Иә. Бүйтіндер, сөйтіндер, былай істейік дейді. Олардың жай-күйі қалай, жағдайлары жақсы ма? Сондай адамдарға не айтасыз? Енді ол дұрыс па жалпы? мен өзім ойлаймын, негізінен мынау ақыл деген нәрсе негізінен ол көрінген адам, мысалы, ақыл айта алмайды негізінен. Өйткені шын мәнінде елге ақыл айтып, егер олардың сөздері дұрыс болса сөздері, оның несі жаман мысалы. Өйткені қазіргі кездегі шын ниетімен елге жанашып ақыл айтып отырған адамнан айналып кету керек қой. Ең жаман адам кім? Елге ақыл айтпайтын,
күл болмасам бүл бол деп немқұрайды адамдардан қорқу керек. Білгенін жасыратын. Білгенін жасыратын. Керісінше мысалы қазақ айтады, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Егер мысалы егер мен мысалы мұқтаж болып бір адамнан ақыл сұрасам, ол менің ақылыма ақыл қосса, оның несі жаман? Демек, олар қоғамға пайдалы тұлғалар. Ақылман дейді ғой. Ақылман деген ақыл айтады. Мысалы біздің Абай үнемі Абай айтады ғой, кезінде әке айтпаса ақыл жарлық дейді. Абай айтады, мен қазір жарлық, ақыл ол әлі жарлық ретінде. Кезінде әке айтпаса ақыл жарлық, түбінде тартқызбаймын ол бір зарлық дейді. Қазір кездегі мысалы қоғамдағы әке ақыл айтпағаннан кейін, шеше ақыл айтпағаннан кейін, ақылды сырттан іздейді. Ол жүгенсіз, қыз мысалы тыйымсыз. Ол өзі білет деген сөз, ол ең қауіпті, ең зиянды сөз, ол өзі білет, мен балам өзі білет дейді. Шын мәнінде оның ар жағында өзі білет деген сөздің ар жағында шарасыздық, менің ақылым жетпейді, ұл қызыма ақыл айтуға деген бір рухани жұтаңдық жатыр. Көп адамдар оны псевдодемократиялық сөзбен бүркемелейді, өзі білет дейді. Мен араласпаймын балалардың ісіне дейді. Неге араласпайсың? Сен әкесі емессің бе? Сен шешесі емессің, неге араласпайсың сен? Дәрменсіздігін жасырады. Дәрменсіздігін жасырады. Сонда қазақ айтады, Құдай қарғайын деген адамның ақылын алады дейді. Қазақ айтады аға, өлім айтып келмейді. Иә. Өлім айтып келмейді. Ертең, мына қазір 30 минуттан кейін не болады білмейміз. Білмейміз, бір Құдайға ғана. Мына бетаулық жүрек талмасынан кетіп қалсаңыз, қазақ еліне, жастарға қандай өсиет айтасыз? Енді негізінен мен мысалы өзім өлімнен қорықпаймын мысалы. Өйткені мұсылман өлімнен қорықпау керек. Мен өзім ойлаймын, жалпы өсиет айту деген бар ғой, ол өмірінде түк істемей, өмірінің соңында көлгірсіп өсиет айту деген ол қате нәрсе. Сенің әрбір күнің өсиет болу керек қой. Мәшһүр атамыз өсиет айтқан жоқ па? Айтқан жоқ өсиет. Ол кісінің бүкіл өлеңі өсиет қой ол. Жақсы. Ол сіздер қызықсыздар, мысалы адам жүріп мысалы шидің басын сындырмай өлгенде өсиет айтады дейді. Ол не деген сөз? Сенің әрбір ісің өсиет болу керек. Жақсы. Басыңызға қойылатын құлпытасқа не деп жаздырғыңыз келеді? Ол маңызды емес, оны мен жазбаймын ғой. Ертең оны орнатуға біздер інілік қылып алдымызда келіп жатсаңыз, атсалысамыз ғой. Мен жазбаймын оны. Бұл мен өзім ойлаймын, бұндай сұрақтар бар ғой, адам нәпсісін оятатын, нәпсісіне тиетін, адамның руханиятынан тайдыратын сұрақтарды қоймау керек. Ол біздің шаруамыз емес. Ол баяғыда Қожанасыр әйел айтты дейді ғой, Қожанасыр айтады дейді әйеліне. Ай қатын, мен ертең ұлы жазушысы болсам деді. Ұлы жазушы болсам. Қатын айтады дейді, бол, не сол, бол. Содан өліп қалсам деп айтады дейді. Мені жоқтайсың ба деп айтады дейді. Сонда қатын айтады, әй қожа, сен бірінші жазушы болып ал, сосын өліп ал, сосын қалғанын көре жатамыз ғой деп айтады. Сосын сөйлесеміз. Сонда ондай халықтың аңсап отырған нәрсесін беру керек қой мысалы. Мен жеке басымның мысалы мен не жейтінім ол халыққа пайдалы емес. Халыққа қазір өмірдің түйткілдерін шешетін мәселелер керек. Тіпті менің өмірімнің өзі жеке басымның өмірі мысалы мүлдем қажет жоқ. Ол ғибрат емес халыққа. Өйткені мен пендемін. Сондан қазақ айтады, асқар тауды көр, етегіне барма, жақсыны көр, үйіне барма дейді. Неге? Сен сол жақсыны сол сыртынан сыйлап жүре бер, идеал тұтып жүре бер. Неге? Өйткені үйіне барсаң бір кемшілігін көріп қаласың, сосын көңілің қалады дейді. Мен осы жауапты өзіңізге айтқызғым келіп қойып отырмын ол нәрсе. Болашақ жастардың қолында, болашақ жастардың қолында деп айтады. Бірақ енді бүгінгі күн жастардың қолында емес пе? Былай, мен сізге айтайын. Махамбет айтады ғой, арқаның қызыл изені, арқаның дейді, сол деді ғой, басы күрдік түбі арал, қыдырып шалар аруана, қариясы жоқ болса жастары болар диуана дейді. Сондан ол қай қоғам дамиды? Қариясы бар қоғам дамиды. Қария деген кім? Өзінің орнын білетін, асарын асап, жасарын жасағаннан кейін дүниеге боққа таласпай жастарға орын беретін адамды қариясы бар қоғам дейді сөз. Ал қазір кездегі
қариясы жоқ қоғамда жастардың қолында деп өтірік көлгірсудің ешқандай қажеті жоқ. Жастардың қолында түк жоқ. Неге? Өйткені біздің жаңағыдай абай айтады ғой, жастар жылы деген бәрі өтірік болсын. Оның бәрі өтірік. Мен сізге айтайын. Көзбояушылық дейсіз ғой. Мысалы, қазіргі кезде жастардың арасынан билікке кім өтеді? Сол билікке, сол жүйеге сәйкес келетін адам ғана өткізеді де олар. Ыңғайлы. Ыңғайлы. Жаңағы сұрыптап. Кім айтады ғой? Жалпы біздің қоғамда адамшылық аз да, адамшылық аз. Жалпы Абайда адамгершілік деген сөз жоқ, адамшылық деген бар. Человечность. Homo humanitas дейді ағылшында. Адамшылық жоқ сөз, гуманизмнен содан шыққан көзі. Сонда шәкәрім айтады ғой, Абайдың ұлы шәкірті, адамшылықтың алды дейді, артқа жол бермек дейді. Содан өзінің жаңағыдай межесін біліп, өзінің шекарасын біліп, ынсаппен, осы мен асарым жасадым ғой. Енді мен осы арттағы жастарға орын берейін дейтін санаға жеткен кезде қазақ қоғам сонда дамиды. Жеткен жоқпыз біз. Жеткен жоқпыз әлі. Өйткені бізде жаңағыдай махаббатсыз дүние дос дейді ғой, дүниенің досы болып алғанбыз ғой біз бәріміз. Махаббат айтады, махаббатсыз, яғни Құдайға деген махаббатсыз, сен дүниенің досына айналасың дейді. Сонда айтады, махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Сонда неге ол дүние дос хайуанға тең болды? Өйткені дүние дос ол кім? Ол қайдан келгенін білмейді, не үшін келгенін білмейді, және өлгеннен соң не болатынын білмейді. Өйткені ол дүниенің досы. Ол дүниеден басын көтере алмайды. Ол дүниеге жабысқан, қазақ айтады ғой, дүние қоңыз дейді ғой. Сол қоңыз деген кім? Сол дүниеге жабысып алып басын көтере алмайтын, дүниенің шектеулі екендігін білмейтін қоңыз сөз бе? Соны Абай қатты айтады. Махаббатсыз дүние дос дейді. Хайуанға оны қосыңдар дейді. Енді қолында тізгіні жоқ мына бүгінгі жастардың қайда азаматтарымыз біздің? Шырақ алып, мына қараңғылықта бізді жетелейтін алаштың азаматтары қайда? Енді бұл былай айтайық, Ерасыл, мен сізге айтайын. Жалпы мынау қазір кезде біз өркениетті әлемде өмір сүріп жатырмыз ғой. Содан мынау әлеуметтік лифт деген ұғымдар бар. Лифт дейді, мысалы, Совет үкіметі кезінде комсомол деген нәрсе болған. Комсомол деген әлеуметтік лифт, мысалы. Ең талантты адамдар комсомолға барады, одан партияға кетеді. Сол сияқты партия арқылы билік басына келеді. Енді ол да лифт қой енді. Сонда қазіргі кезде бізде Қазақстанда әлеуметтік лифттер жасалу керек. Жоқ па бізде сонда? Енді мен көріп отырған жоқ, мысалы, ол көбісінің бір мүмкін мен білмейтін шығармын, бірақ Қазақстанда әлеуметтік лифт жоқ. Бізде ғана бірақ сөзгі бар, бізде билікке лайықты адамдар ғана өтеді да ол лифттен. Жаңағы айтқанымызда ыңғайлы. А мен өзім ойлаймын, керісінше жас келсе іске дейді ғой. Жалынды, елшіл, ұлтшыл жастар билік басына келу керек. Жалпы біз жастардың энергиясын пайдалануымыз керек қой. Ол мысалы Абай айтады ғой, қартаң тартқан адамнан от азаймайды. Адам қартая ма? Ол табиғаттың заңы, отың азаяды. Күшің азаяды, рухың азаяды. От азаяды. Сонда Абай айтады ғой, қартаң тартқан адамнан от азаймақ. От азайса, ісіңнің бәрі тайғақ. Шаруаң үшін көрінген ақыл айтып, жолың тайғақ, аяғың тартар маймақ дейді сөз. Сондан өмірдің заңы ол. Сен қартаясың ма, отың азаяды. Сол кезде сен сол уақытты біліп босатуың керек. Сол кезде сен анау отың азайғанда артта келе жатқан жігерлі отты жастарға орынды беруің керек. Неге? Сол жігерлі отты жастар сенің баянды қарттығыңның кепілі болады ертең. Одан қорықпау керек. Бізде баянсыз қарттар көбейіп бара жатыр ма? Бізде санасыз қарттар көп. Абай айтады оны. Жаңағы дүниеге дос, өмірін ғапылдықпен дүние құмары өткізіп алған қарттар көп бізде. Сонда Абай айтады ғой, қарттар демейсіз, оларды біз не дейміз шал деп айтамыз, шал. Қарт деген сөз ол қария, қарт бұл не ғой Киелі сөз. Жоқ, қартаң тартқан шал. Қазір өлеңмен өзіміз түзетіп алайық, сонда Абай айтады ғой. Ондай адамдардың дейді, трагедиясы қандай? Ол айтады. Бай-байшыл тартып баға жоқ. Олар ештеңені ұнатпайды дейді.
Бәрі жаман, жастар жаман, өмір жаман, өткенді аңсайды. Өйткені олар өздері өмірін жаңағы дүние боқпен өткізіп алған, рухани азық жинамаған. Мына заманды түсінбейді, жүрсіз бе? Сонда айтады, бай-байшыл тартып баға жоқ, жастарға жаппас жала жоқ. Жат қораны күзеткен қартаң шалда сана жоқ дейді. Сондан сана деген не? Сана дегеніміз ақиреттік сананы айтып отыр ғой. Бол дейді, сен асарыңды асадың, жасарын жасадың. Сен шайтан, мен әкем айтады, мен шайтан емеспін, мен өлемін. Сөз бе? Өзінің өлетінді білуің керек сен. Сен $1000 жина, $1 миллиард жина, бәрі өлесің. Және оны алып кете алмайсың ар жаққа. Өлім хақ. Өлім хақ. Сонда дүниеге қызығамыз, оны қартаң шонда бұл көрдіңіз, өте үлкен бір дүние. Сен дүниені мысалы алдадым, арбадым, қырдым, жойдым, билігімді пайдаландым деп жүрсің ғой. Шын мәнінде сені дүние сені оңбай алдайды, сені тұттай жалаңаш қылады, сені қызығынан айырады, яғни жүрегінен айырады. Құдай қарайтын жүрегінен айырады, сөзсіз бе? Сен ең үлкен қызығынан айырыласың. Сонда айтады ғой Абай, малға сат, пайдаға сат қылығыңды. Лайла лай ойменен тұнығыңды. Сонда өмірден алдамшы бола алмассың. Ол білдірмей ұрламақ қызығыңды дейді, сөзсіз бе? Сонда қазіргі кезде дүниеге беріліп, малға, пайдаға қылығын сатып, жүрегіндегі қызығын ұрлатып алғандар өте көп та. Олар тірі-өліктер, жүрсіз бе? Олар тірі сияқты, бірақ жүрегінде қызық жоқ. Ал жүректегі қызық не? Сонда Абай айтады, жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас дейді. Сонда Құдай тағала біздің жүрегімізге қарайды. Сондан адам қартайғанда жақсы қартаю керек. Ол көрге дейді, көрге. Абай айтады, бұл дүниенің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Сіз білесіз бе? Адамның, мысалы, махаббат деген не? Махаббат дегеніміз ол өзіңнің отбасыңа деген махаббат, отаныңа деген махаббат, профессияңа деген махаббат, жалпы адамға деген махаббат, сөзсіз бе? Құдайға деген махаббат. Кез келген осы дүниенің бәрі, мысалы бізде, егер біздің барлық қазақ дүниенің қызығы махаббат екенін білсе, онда әркім өзінің сүйген ісімен айналысып жүреді. Дүниенің қызығы Құдайға деген махаббат екенсе, өзінің пенде екендігін, өзінің өткінші екендігін білуші еді, сөзсіз бе? Сонда Абай айтады, бұл дүниенің қызығы махаббатпен дейді. Жақсы. Мынау, мен мына 22 жасымда ауылға барып, енді қазақпыз ғой, малды көрдік. Қой мәңірейді, мә деп. Сиыр мөңірейді, мө деп. Жылқы иха деп тұрып кісінейді, мысалы. Байқасақ, қой кісінемейді. Байқасақ, қой кісінемейді. Сиыр мәңіремейді, қой құсып. Маңырамайды дейміз. Маңырамайды. Жылқы да маңырамайды, жылқы кісінейді. Кісінейді, Қазақ бүгінде неге өзге тілде сөйлейді? Енді бұл әбден жауыр болған тақырып қой, мен үнемі айтамын. Отар ел, яғни құл ел, сөзсіз бе? Отарланған ел. Мысалы, біз ұлт деген бұл ол өзі бір тірі организм. Отарлау деген не? Сол организм басын шауып тастау деген сөз. Сөзсіз бе? Біз айтады ғой, қазақ деген Серік Ақсұңқар айтады ғой, қазақ деген Кенесары. Денесі бар, басы жоқ, сөзсіз бе? Басы жоқ ұлтқа бәрібір. Орысша сөйлей ме, ағылшынша сөйлей ме? Яғни біз тұтас организм ретінде кеселге ұшырадық. Ол кеселдің аты отарлану, сөзсіз бе? Қайтадан жаңа мәселе. Енді біз отарсыздануымыз керек. Сол кезде адам санасына жетеді. Құдай тағала бізді қазақ қылып жаратқан екен ғой. Ұлттық сана, ұлттық менталитет, ұлттық қадір қасиет деген ұғымдар сол кезде ғана қайтып келеді. Отарсызданғаннан. Ал отарсыздану неден басталады? Сана отарсыздығынан басталады. Мұхтар Мағауин айтады ғой, әрбір қазақтың ішінде дейді, тексіздіктің жегі құрты дейді, бізді ішімізден кеуліп жеп жатыр дейді. Тексіздік деген не? Өзінің кім екендігін танымау. Ал отарлаудың негізгі мақсаты қазақтың кім екендігін ұмыттыру болды, және олар мақсатына жетті. Біз кім екенімізді ұмытып қалдық біз.
кеше кім айтады ғой Мағжан, кешегі айбынды қазақ дейді, қазір қорқақ, үрей ұшқан күн кешеді дейді. Кешегі жер әлемді тірілткен қазақтың түріне қарасаң қазір зәрең ұшады дейді. Осы тұста Мағжан атамыздың атын есімізге түсірдіңіз. Мағжан атамыздың жатыр деген өлеңі бар. Жатыр? Иә. Басқа жұрт аспан көкке ұшып жатыр, есіктерін ғылым білім ашып жатыр дейді. Шәкірттер медреседе шіріп жатыр, қайдағы ескі құсқы көріп жатыр. Әйел құны 5 байтал деген құр сөз, қызын шалғамалға беріп жатыр деген. Сол осыдан бір ғасыр бұрын жазылған өлең. Бүгінгі қазақтан айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы жоқ. Неге өйткені былай мәселе. Мағжан сол қазақтың отарланған кезінде өмір сүрді. Сол Мағжанның трагедиясы, Абайдың трагедиясы, Шәкәрімнің осының бәрі сол бұл кісілердің әрі ұлылығының да құпиясы осында жатыр. Неге өйткені қазақтың бүлінген кезінде дүниеге келді сол кезде. Екіншіден олардың трагедиясы осында. Мысалы Бұқар жырауда ондай ащы қамырықты толғаулар жоқ. Неге өйткені ол кезде әлі қазақ азат. Шалгезде жоқ. Шалгез тек қана нені жырлайды? Шалгез өрлік, ерлік, рух, Шалгез, Қазтуған, Асанғайы, Доспанбет, жаңағыдай Ермамайдың алдында шахид кештім. Оның тақырып басқа сөз бе? Ал енді 1822 жылдан кейін тақырып басқа. Яғни бұл отарлау кезеңі. Сол отарлау кезеңінен біз әлі шыққан жоқпыз. Сондан Мағжанның айтып отырған жатырларының бәрі әлі актуальды. Жақсы. Бүгін сол кездегі Мағжандар, Әлихан аталарымыз, Ахмет аталарымыз, Міржағып аталарымыз, бүгінде міне Омар ағамыз, Асқар Жұмаділда сияқты математиктер, профессорлер, ғалымдар қазіргі қолында тізгіні жоқ жастардан шығады ма сондай азаматтар? Мен сізге айтайын. Жалпы таң атпайын десе күн қоймайды ғой. Иә. Негізі жастың да жасы бар да, мысалы. Айтады ғой, кім жас? Негізі қоғам немен өлшенеді? Сонда Мұхтар Шаханов айтады ғой, кім жас, кім қарт, уақыт өзі іріктер, ер көбейсін, атқып нер қиялды. Қарттық оттың азаюы, от азайған жігіттер қай кезде қоғам үшін зиянды. Жер бетінде жел өшірген ізазба, өресіздің өрісі әркез тар болған, 25-те кемпір болған қыз аз ба? Жігіт аз ба? 30-ында шал болған. Сондықтан бізге қазіргі кезде жалпы отты жігіттер, мысалы жігіттер бар мысалы шал болып қалған. Неге? Ішінде оты жоқ. Қыздар бар кемпір болып қалған. Неге? Ішінде оты жоқ. Сонда Абайда ғой, кімнің ішінде кімнің оты бар болса, қар жауса да сөнер ме дейді. Сонда мен түсінбеймін мысалы осы. Мен жаспын, маған орын бермеді, мен қоғамда орын тауып, сен жас емессің бе? Сен отың бар емес пе? Бермесе тартып ал. Әрекетін жаса дейсіз ғой. Жоқ рас қой енді. Мен түсінбеймін мысалы, мен жаспын, ылғи бір жылаған жастар. Аңырсып. Мысалы сонда не? Әлихан, Мағжан біреуден орын сұрады ма? Жоқ. Олар өздері осы қоғамдағы беделін қалай алды олар? Жанкештілікпен алды. Сонда кім айтады ғой Махамбет? Еліңе тентек атанбай, қасарысқан қарындасқа қанды көбік жұтқызбай, үйде жатқан жігітке төбеден атақ келе ме дейді. Не деген жылау мынау? Маған орын бермейді. Кім береді саған орынды? Алла тағала әл-харакатул баракат дейді. Себебін жаса. Берекетін беремін. Алла өзі себеп жүзеге асырушы. Сен себебін жаса. Сен жассың ба? Себебін жаса. Себеп деген не? Бір нәрсені қатты қалау, екіншісі сол нәрсеге қарай қозғалу, үшіншісі амалын табу. Мысалы, жұмыс орны білетін адамнан сұрау. Жоқ, себеп үш нәрседен тұрады дейді. Мәшһүр. Бір нәрсені қасыды қатты қалау. Мысалы, сен билік басына келгің келді. Қатты қаладың. Неге? Арманың асқақ, халыққа қызмет ету. Қатты қаладың, қасыды бар. Екінші, енді соған қарай ұмтыл. Яғни партия құрып, амал. Үшінші, енді оны не істеу керек? Амалын тап. Амал деген не? Ғылым, білім керек оған, технология керек. Сонда сосы себеп үш нәрседен тұрады. Бір нәрсені қатты қалау, екіншісі фиғыл, қозғалыс, үшіншісі амалын табу. Сол кезде мәшһүр айтады,
Құдай тағала мүссәбиб дейді, себепті жүзеге асырушы. Сонда қазақ өзі айтады ғой, Құдай себепке береді дейді. Бірақ өзі түсінбейді. Себепті кім қылады? Құдай қыла ма, адам қыла ма, түсінбейді. Сонда мәшһүр айтады ғой, қазақ деген қызық халық, өзі айтады, өзі түсінбейді дейді. Сонда кім айтады ғой, Ғұмар Қарашты таптым мен жақында, үнемі айтып жүрмін. Ғұмар Қараштың, бұл да Алаш көсемдерінің бірі ғой, батыс Алаш орда үкіметінің мүшесі болған Ғұмар Қараш. Соның өрнектеген еңбегін таптым. Сонда айтады ғой, Құдайдың жолы деген қандай жол дейді. Мысалы, Құдайға құлшылық деген дейді, не дейді ол дейді. Құдайға құлшылық дегеніміз ораза намазбен бітпейді дейді. Құдайға құлшылық дегеніміз Құдайдың көрсетіп берген жолмен жүру дейді. Құдайдың көрсетіп берген жолмен жүру ғибадаттың бек зоры дейді. Құдай тағаланың көрсетіп берген жолы қандай дейді. Құдай тағала бұл дүниені себепсіз жаратпаған дейді. Себепсіз жаратпаған, түсінесіз бе? Күн күркіресе себебі бар, жел соқса себебі бар, жер сілкінсе себебі бар, түсінесіз бе? Сол себебіне кірісу керек дейді, түсінесіз бе? Құдайдың көрсетіп берген жолы сол себеппен жаратқан дүниенің себебіне кірісуің керек дейді. Ал дүниенің себебіне кірісу үшін саған ғылым мен өнер керек дейді. Содан ғылым мен өнер тауып, себебін кірісіп, себебін ашқан, яғни хикметін ашқан дейді. Адам дейді, Құдайдың нағыз құлы дейді. Бұл ғибадаттың бек зоры дейді. Сондан егін екпесең, мысалы егін шығу үшін себебін қылу керек. Егін екпесең, егін шықпайды. Әкесіз ұл тумайды. Құр ниетпен дұғадан ештеңе шықпайды. Харекетсіз ырзық несібе келмейді. Ғылымсыз, өнерсіз кәсіп жоқ дейді. Жақсы. Сондықтан бұл жерде сонда дейді, қазір сонда айтады, барлық жауабын айтып отыр. Осы дейді, өнерсіз, ғылымсыз, яғни себебіне кірісе алмайтын жалқау халықтар өнерлі, ғылымды халықтардың жеміне айналады, құлына айналады дейді. Олар не адам қатарына кіре алмайды, жаңағы өнерсіз жалқау, бізді айтып отыр. Не хайуанның қатарына кіре алмайды, екі ортада жаншылып өмір сүреді. Түбінде Алла оларды халақ қылады дейді, яғни жойып жүреді дейді. Бұл Құдайдың оларға берген ғаділ жазасы дейді. Неге? Себебіне кіріспегендіктен, сөзсіз бе? Міне осыны айтатын уақыт келді қазір. Егер біз себебіне кіріспесек бұл дүниенің, жойылып кетеміз. Ол қазір жойылмалы. Неге? Біз сол себебін тапқан. Мысалы қараңыздар, Абай айтады, себебін тапқан кім дейді? Анау жайдың оғын бұрып әкеліп электр жасады дейді. Кім? Тесланы айтып отыр. Ол себебін тапты. Неге күн күркірейді? Соны алды да электр жасады. Неге күннің жап-жарық болып тұр? Себебін тапқан адам Эдисон лампочка жасады. Себебін тапқан адам отарба жасады. Себебін тапқан адам айфон жасады. А сен не істедің? Сонда айтады, Құдайға құл болу деген не дейді? Құлшылық деген не дейді? Себеп дүниесіне кірісу дейді. Сол Құдайдың көрсетіп берген жолымен жүрген, себебіне кіріскен халық қана дейді. Соның ғибадаты толық болады дейді. Жақсы. Мынау Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың да атын айттық. Топырақ торқа болсын. Өте ұлы азамат. Ол кісі күшті болу үшін кәсіп керек дейді. Мына біздің жастар кәсіпке баулу үшін, олар кәсіпкер болу үшін не істеуіміз керек? Кәсіп, қараңыздар. Кәсіп, Ғұмар Қараш айтады. Кәсіп болу үшін ғылым керек дейді, сөзсіз бе? Мысалы қараңыздар, ғылымсыз өнер жоқ, өнерсіз кәсіп жоқ. Қараңыз, өнер кәсіп деп тұр ғой. Сонда қазір кездегі мысалы адам кәсіп асу үшін ғылым керек бірінші. Сен ғылым арқылы дүниенің себебін ашасың. Мысалы, квантовая физика дейді, квантовая механика, нанотехнологиялар, олар қалай жетістікке жатып жатыр? Мысалы, кибертехнологиялар, қазіргі жасанды интеллект, бұның бәріне Құдайдың жаратқан дүниесінің себебін ашқан адамдар ғылым жасап жатыр. Ғылым арқылы кәсіпке жетіп жатыр. Мысалы, ең үлкен кәсіпкер кім? Илон Маск, мен айтамын. Неге ол қалай жетті? Ол ғылым арқылы кілтін тапты. Кілтін тапты, себебін тапты, сөзсіз бе? Себебін жасап жатыр. Сонда Абай айтады ғой. Құдайдан мал сұрайсыңдар дейді. Байлық сұрап отырмыз, Құдай бер, көп адам әлі жатыр, Құдай береді дейді. Қашан береді енді? Құдай енді жаратты ғой, енді құр қалдырмас, береді дейді. Ал Абай айтады, Құдай сендерге беріп қойған дейді, өздерің алмай отырсыңдар дейді. Құдай сендерге не берді дейді. Мен үнемі айтамын осыны, және жалықпаймын айтуға. Неге? Ақыл қайталанса жаңарады, ғылым қайталанса жанданады. Жалықпауымыз керек біз. Өсек айта бергенше
классикалық тұжырымдар бар адамның мына точка активизации дейді, адам миындағы санасын оятатын, түсінесіз бе? Яғни нүктелер, белсенді нүктелер бар біздің миымызда. Соны ояту үшін сондай қағидаларды классикалық қайталап айтып, сонда абай айтады, Құдай саған не берді дейді? Құдай саған мал табатын қуат берді дейді. Ал қай қазақтың баласы өсіп келе жатқан, мысалы, мынау қуат маған берілген, мал табу үшін берілді деп ойлайды. Ойламайды. Яғни қазақта экономикалық ойлау жүйесі жоқ. А бұрын қазақта болған. Ал ол ойды қалай қалыптастырамыз? Қазақ тумай тұрып, әлі бала тумаған. Ұл туса айтады, кім туды дейді, мал табар туды дейді. Сіз ойлаңыз, қазақтың экономикалық санасы қандай биік деңгейде болады. Ана ұл туған кезде мал табар туды дейді. Қыз туса 47 дейді, қалың малдың санасын айтып отыр. Экономикалық категориялармен ойлап отыр. Санмен, фактілермен. Экономикалық категория ойлап отыр, түсінесіз бе? Сонда қазақта бала туған кезде білу керек. Мынау қуат ол мал табу үшін берілген. Яғни оны ысырап қылуға болмайды. Мысалы, футбол ойнап, тізеңді шағып тастауға болмайды. Суықта капронмен жүріп, суық тигізуге болмайды. Басыңды жуа салып, аязға шығуға болмайды. Ауруға ұшырайсың. Неге? Ол қуатын, Құдайдың берген қуатын сен онда қадірлемеген, қадірін жетпеген болып шығасың, сөзсіз бе? Құдай саған әр нәрсенің сұрауы бар. Құдай саған қуат берді ғой мал табуға. Ертең сен сол қуатыңды пайдаланбасаң, ертең ақиретте жауап бересің. Сонда айтады, екінші не берді дейді? Екінші, сол қуатты орынмен жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді. Оны оқымайсың дейді. Илон Маск өзінің қуатын орынмен жұмсайтын ғылымды үйренгеннен кейін секундына қанша ақша табады деді кеше? 137 миллион ба доллар табады секундына, түсінесіз бе? Ал қуатын орынмен жұмсауды үйренбеген, ғылымын оқымаған адам базарда тәшке сүйрейді, күніне қанша табады? 5 мың, 5 мың, 10 мың дейші. Көбейтіп айтайық, 10 мың табады. Ал қуатын орынмен жұмсауды үйренген Илон Маск секундына бәленбай мың доллар ақша табады. 137 мың деді ғой, кеше бір жігіттер мені түзетті. 137 миллион доллар ақша табады секундына. Мың шығар. Сөзсі мың шығар. Жарайды, мың ақ болсын. Қараңызшы. Сонда не керек? Қазір кезде қазақ жастары не керек дейсіз? Қазақ жастары Құдайдың бергенін алу керек. Бірінші қуаттың қадірін білу керек. Екінші, сол қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды меңгеру керек. Үшіншісі, сол қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды үйренген кезде соны түсінетін ақылынды дұрыс пайдалану керек. Абайда, ал сен ақылыңды қайда жұмсап жүрдің дейді. Сол қазақ дейді, Абайдың кезіндегі ақылын, сол ғылымды меңгеретін ақылын дейді, қарақан басында қуық, құзғын тамағын үшін жағымпаздыққа, өсекке, ғайбатқа, қызыққа жұмсап жүрді дейді ақылын. Сонда Құдайға жала жаппау керек. Құдай бермеді дейді. Құдай саған берді дейді, сен өзің алмай отырсың дейді. Міне жастарға не керек қазір? Құдай қуат берді. Мен түсінбеймін, мысалы, айтады, жұмыс жоқ дейді. Мен, мысалы, болашақпен оқып келдім, мені қадірлемейді дейді. Сен сонда не үшін оқыдың? Сен егер жаңағы өзінің қуатыңды орнымен жұмсайтын ғылымды игеріп келіп, мысалы, жұмыс орнын аша алмасаң. Оқығанның не пайда дейсің? Не пайда сен? Егер сен сол жаңағы қуатыңды орнымен жұмсайтын ғылымды игеріп келдің ғой сен. Енді соны жүзеге асыр. Ол үшін себебін жаса. Мысалы, Шымкентке мен бардым, ана жігіттер, мысалы, болашақпен Германияда оқыған жігіттер завод ашып жатыр, мысалы. Кран шығарып жатыр. Мықты. Біреулер айтады, мен қайтып кеттім, неге? Өйткені Қазақстан қоғам мені қабылдамады дейді. Сонда саған не? Ал сен келдің, мә саған кәсіп орын, мә саған орын. Айтады ғой, шәкәрім, адал қол аштан өлмес дейді. Ұмтылған құр қалмайды деген Құдайда дейді. Ұмтылсайшы. Саған кім береді? Мен жаспын, ал мен келдім, бүкіл есіктер ашылсын, мен барып бәрі маған дайындап беру керек деген позиция. Парламенттің төріне отырайын мен. Шалдардың бәрі жапырылып мен алдымда құлдық ұрсын. Ол иллюзия емес пе? Рас. Мынау кей жігіттеріміз өкінішке орай Омар аға. Букмекерден табалдырығын тоздырып жүр. Компьютерді клубтың табалдырығын, PlayStation клубтың табалдырығын тоздырып жүр. Ойынхана, казинолардың, сондай бір жынжы бір жерлердің адамның уақытын алатын, ешкімге ешқандай пайдасы жоқ орындардың табалдырығын тоздырып жүр. Ол жігіттердің бұл үлкен ұлттық дертке айналып бара жатыр өкінішке орай. Оны біз қалай тоқтатамыз? Бұны тоқтатудың жалғыз жолы
Құдай санасына берсін дейді ғой. Олардың санасымен жұмыс істеу керек, сөзсіз бе? Олар мысалы ақылдарын дұрыс жұмсамай жатыр, сөзсіз бе? Олар ақылдарын оңай олжа табамыз деп, олар ғапылдықпен алданып жатыр да, олар өздерін алдап жүр. Өйткені ол шайтан азғырып тұр ғой оларды. Олар сол шайтанның қармағына түсіп жатыр да, қақпанына оңбай тұтылып жатыр. Сонда олар қазақ айтады, Құдай қарғайын деген адамның ақылын алады дейді. Біз олардың ақылын қалпына келтіруіміз керек, сөзсіз бе? Яғни олардың ақылы жаңағыдай ғылым үйреніп, сол қуатын орнымен жұмсайтын ғылымды үйренудің орнына олардың ақылы әуелден күмәнді, нәтиже бермейтін іске жұмсалып жатыр да. Және олар соған сенеді. Бұл неден болды дегенде, Абай айтады, бұл нәпсінің егермеген жастардың өз нәпсінің құлы. Ал нәпсі нені қалайды? Жұмыс істемей байып кетуді қалайды. Тіпті сіз білесіз бе, Абай айтады, бірақ ырғып шығам деп, бірақ секіріп түсем деп мертігеді жатады. Бұл арсыздық белгісі дейді, сөзсіз бе? Сондан жастар, рухани тәрбие алмаған жастар, өзін танымаған, нәпсін танымаған, жаңағы нәпсінің айтқанына ерген, жаңағы нәпсі алдап отыр сені, сен осыны ұтасың, сен байисың, сөзсіз бе? Сонда Абай айтады ғой, қулық, сұмдық, ұрлықпен мал табылмас. Ол әуелден бұл априори анық нәрсе де, қулық, сұмдық, ұрлықпен мал табылмас. Қардың суы сықылды, тез су алар дейді. Ал еңбек қалай келеді? Еңбекпен еккен бәйтерек терің тамса солмайды. Ол еңбек ол етті ауыртып қана келеді. Соны әрбір жасқа отбасында тәрбие беру керек. Еңбек, Абай айтады, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілмен жиғал дейді. Ақыр заман жастар деген өлеңде айтады. Сондан зейнет тек қана еңбекпен келетін әрбір бала білу керек. Егер ол бала құмарлыққа ұрынса, яғни ол отбасында рухани тәрбие алмаған деген сөз. Бізде мынандай қоғам дерті бар. Жеңіл-желпі әңгіме айтатын, жеңілтек, сондай есер соқтықты насихаттайтын, ырду-дырду, сайқымазақ адамдар бар, өкінішке орай, қазақтың арасында. Соларды біз қоғам болып көкке көтеріп жатырмыз. Оның себебі неде? Бұл былай ғой, абир ғой енді, бедел. Абир атақ сол жанда, кімді көп жұрт мақтаса. Ол мақтаудан не пайда? Көп мақтауын таппаса. Көп антұрған мақтай ма? Сөз бі? Көп антұрған. Сонда ол мақтауын таппаса. Сонда да ғой, ол мақтаудан не пайда? Көптің өзі оңбаса дейді. Сондан көп деген ұғым бар. Көп дегеніміз ол масса, сөз бі? Ол массаның ішінде ақылды да бар, ақымақ та бар. Сонда Абай айтады, көпте ақыл жоқ дейді. Яғни көптің ішінде көпте ақыл жоқ дейді. Массада ақыл жоқ. Бірақ көптің бәрін көп деме, социологиялық ой Абайдың керемет. Сонда Абай айтады, көптің бәрін көп деме, көпте бөлек, көп ит жеңіп, көк итті күнде жемек дейді. Қоғам өзі көп иттер мен көк иттерден тұрады. Сонда қазір адамдар сол көптің, мысалы Инстаграм жүйесі, ТикТок жүйесі неге құрылған? Бұл көптің мақтауына ие болсам дейді. Сонда Абай айтады, ол мақтаудан не пайда дейді? Көптің өзі оңбаса. Көп антұрған мақтай ма, өзі антұрған болмаса. Жоқты барды шатпай ма, көптің өзі оңбаса дейді. Сондан Абай айтады, қандай мақтау керек бізге? Бірақ қандай мақтау керек? Абай айтады, бір мақтаса боқтамас, ел табылса құмарлан дейді. Сонда мынаны айыра білу керек. Көп, ақыл жоқ көптің мақтауы пұл емес. Ал енді ақылды жаңағыдай бір мақтаса боқтамайтын елдің мақтауына, Шәкәрім айтады, ғұламалардың мақтауына, ақыллылардың мақтауына лайықты болуға тырыс дейді. Бізде өкінішке қарай бізді көп мақтаса болды, сөзсіз бе? Абай көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Сондан біз осы мәселелерді ажыратып аламыз. Сондан
елдің өзінің сапасын, мысалы осындай сұхбаттар не үшін керек? Біз елді масса деңгейінен біз ел деңгейіне көтеруіміз керек. Сол кезде олар ыртың жыртың, ал енді елдің деңгейі төмен болған сайын жаңағы сайық мазақтардың сөз өте береді. Сондан елдің алдына шыққан жігіттер елді бағу керек. Өйткені елдің сапасы не, ол елдік деңгейі көтеріледі. Егер оны бақпасаң, ол тобыр деңгейіне түсіп кетеді. Тобыр болғаннан кейін жаңағы сайық мазақтардың күні жүре бастайды. Күні туады, сөзсіз бе? Сондан біз қазіргі кезде елдің алдына шыққаннан кейін өсек айтпауымыз керек, өтірік айтпау. Мысалы, айтады ғой, жақсы адамның мінезі ауыр болады дейді, сөзсіз бе? Сұраған ғой, сонда кім айтқан ғой? Шоң би айтқан ғой кімге? Өзінің інісі Торайғыр биге. Жақсы адамның мінезі ауыр болады, сөзсіз бе? Құлағы өсекті естімейтін сауыр болады. Бітеу болады, сөзсіз бе? Кедейдің жалғыз керінде құйрығы шолақ, арқасы жауыр болады. Міне қазақ жасы қандай болу керек? Ол ауыр болу керек мінез, жеңілтек болмау керек. Адам неге жеңілтек болады? Санасына салмақ түспейтін, өмірінің қойып отқан сауалдарына жауап беруден қашатын адамның жеңілтек болады. Сонда айтады, Франкл айтады сонда, өмір бізге сауал қойып отыр дейді. Мысалы қазіргі кезде жас жігіттер, әр адам ойлау керек. Қазақ қоғамы менен не күтіп отыр? Сол сауалға жауап беру керек. Содан жауапкершілік туындайды дейді. Жауапкершілікті мойнына алған адамның санасы өседі. Қазақ айтады, адамды жас өсірмейді, жүк өсіреді дейді. Сөз бе? Қазір қазақ жасы сол Толағай сияқты қазақтың жүгін көтеруге ұмтылу керек. Сонда өсесің. Ал жеңілтектік адамды өсірмейді. Жақсы. Мынау қыз аманат. Қыз деген аманат қазақта. Иә. Сол аманатқа қиянат жасап, сорлатып, жылатып, келіншек қылып алған қыздарын тепкілеп ұрып жатқан азаматтар бар. Шалбар кигендер бар. Иә. Сондай азаматтарға не айтасыз? Енді әрине ол жалпы бұл қатынға қол көтеру, ұрып соғу, әлімжеттік жасау, бұл негізінен адамшылыққа жатпайтын айуандық іс қой. Сондан ер деп айтуға келмейді ғой. Ер емес олар. Ер деп кімді айтамыз? Ер деп өзінің нәпсісін игерген адамды айтады. Нәпсісін игерген адам ешқашанда ешкімге қол жұмсамайды, ешкімге қиянат жасамайды. Сонда мысалы, ол кім дегенде ер, Абай айтады ғой, кешегі өткен ер Әбіш. Еркек Әбіш деп тұрған жоқ қой. Кешегі өткен ер Әбіш, жүрегі жұмсақ, бойы құрыш дейді, сөзсіз бе? Жүрегі жұмсақ оның, мейірімге, әділетке толы, а бойы құрыш. Неге? Нәпсісін меңгерген. Оны мақтау да алмайды. Оны бронежилет киіп алған сияқты сөз ол. Оны мақтау да алмайды, мадақ та алмайды, мансап та алмайды. Жаңа көптің өтірік көпшік қойып мақтауы да алмайды, сөзсіз бе? Қазір көп адамдар неге мақтайды? Өйткені Абай айтады ғой. Айтады, сатып алма сөз сатса дейді, сөзсіз бе? Біздер қазіргі кезде адамдар мақтайды ғой біреуді, көп мақтайды да, ол сөзін сатып тұр өзін. Неге? Ана адамнан пайда алғысы келіп тұр. Пайда тапса сондай. Сатып алма сөз сатса. Ол асылды аңдамас. Ол көп дейді, жаңа ақылсыз. Ал көпте ақыл жоқ. Ол антұрған дейді, сөз, Құдайдың қарасы ұшыраған. А сен сол Құдайдың қарасы ұшыраған көптің мақтауына мәз болып жүрсің дейді, неге? Өйткені өзіңнің ақылы жоқ. Ол сен неге мақтап тұр? Сен ол жақсы болғаннан, сен профессионал болғаннан мақтап тұрған жоқ дейді. Ол сені мақтап, белгілі пайда табайын деп тұр сен. Ол сөзін сатып тұр дейді. Сонда Абай айтады, сатып алма сөз сатса. Ол асылды аңдамас. Білятканың баяқша, ер жақсын таңдамас дейді. Сонда сөзін сатып, сол сөзін сатып, сені мақтап, пайда табатын адамда бір дейді. Өзінің тәнін сатып тұрған жезөкшеде бір дейді. Қалай, Ал ер кім? Ер жүрегі жұмсақ, бойы құрыш. Ол мақтауды да қабылдамайды. Қабылдамайды. Неге? Бойы құрыш, нәпсісін егерген. Олған жұрттың мақтауы тас қалпында қалады дейсіз ғой. Құрыш, дейсіз бе? Яғни сауыт киіп алған. Оның сауыты не? Ақыл. Сондан әрине Шәкәрім айтады ғой. Тауып айтқан мақал пайдалы да, тауып айтқан сын зиян ба дейді. Мақтау керек адамға. Бірақ тауып мақтау керек та. Бірақ көп дейді. Тобыр, ол сен таппай мақтайды, сөзсіз бе? Сондықтан оның мақтауы есепке кірмейді. Оны пұл деп есептеме. Сонда Абай айтады ғой. Мен мақтанның құлы емес дейді.
абай өзі мен мақтанның құлы. Мен сізге айтайын, қазақ қоғамында ең үлкен дүрт біз қазір мақтанның құлына айналдық. Кім мақтаса сол бізге жағады, кім мақтаса соны өсіреміз. Қазақ қоғамның бұл дерті. Мен айтайын ғой, мақтау ол атом бомбасынан да қауіпті қару, білесіз бе? Сонда мен мақтанның құлы емес дейді, абай айтады. Шын ақылға зорлық жоқ, сөз бе? Яғни менің шын ақылым бар, таза ақылым. Мені сен мақтаумен де құлата алмайсың. Орден беріп те құлата алмайсың. Медаль беріп те мені азғыра алмайсың, сөз бе? Мен мақтанның құлы емес, шын ақылға зорлық жоқ. Антұрған көп пұл емес, сөз бе? Пұл емес дейді. Яғни көп антұрған ақылы жоқ тобыр маған өлшем емес деп тұр. Өлім бар да қорлық жоқ дейді. Азар болса дейді, өлім бар дейді да. Өлім егер тіпті болмай жатса, олардың азабынан мен өлім құтқарады дейді. Сөз бе? Сонда Хемингуэй айтады ғой. Хемингуэй адамды өлтіріп тастауға болады дейді. Құртып жеуге болады дейді. Бірақ жеңу мүмкін емес дейді да. Сол абайды жеңу мүмкін емес. Неге? Өйткені абай айтады, өлім бар да қорлық жоқ дейді. Сондан абай қандай философияны? Ол қазақтың философиясы. Қазақ айтады, өзектерге бір өлім дейді. Сонда бұл жерде өлім азат етуші, сөз бе? Егер тіпті болмай жатса дейді, сен бәрі мені көндіре алмайсың дейді, менің арымнан айыра алмайсың сен мені. Сен мені құлата алмайсың. Мен өйткені мақтанның құлы емеспін, сөз бе? Өйткені мен шын ақылдың иесімін. Мен біліп тұрмын сен өтірік мақтап жатқаныңды. Ал ақмақтар, абай айтады ғой, жікшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды дейді. Біз қазақтың бейнесі ғой қазіргі. Рас. Осы тұста мына жігіттер мәселесін айтып жатырмыз ғой, жаңа жауапкершіліктің жоқтығы, әйелдерін, келіншектерін, жеңгелеріміз соғатыны бар. Оны жігіт деп айта алмаймыз. Жігіт деген сөз адамның жанына қатысты айтылады. Сонда ол жігіттің өзі шалағында жігіт үш түрлі болады дейді өзі. Бір жігіт бар, құржан дейді. Құржан. Кеудесінде жаны бар, түк бітірмейді. Ол не көреді оны? Өйткені ол өзінің бойындағы сәтсіздіктерін қатыннан көреді. Өйткені ол құржан. Оның күші қатыннан ғана келеді. Ол өте әлсіз адам. Екінші жігіт бар, тірі жан дейді. Тірі жан дейтін жігіт дейді. Тапқан киіммен асқа сатар, жақын көрген жолдасын жатқа сатар, шоңқима етік, қызыл білбе үкі тағып көрінген ісқа қылар дейді. Бұл тірі жандар. Енді жігіт жан дейтін жігіт бар. Бір сырлы, жігіт жан дейтін жігіт бір сырлы сегіз қырлы болады дейді. Құдайын таныған адамда ғана сыры болады Құдаймен арасында. Сол дейді, сегіз қыр ашылады дейді, сөз бе? Сегіз қыр ашылған жігіт төрт құбылаңды ғана түгілдеп қана қоймайды дейді. Дүниенің сегіз қир шартарабын меңгереді дейді. Дүниені меңгересің, сөз бе? Яғни технология жасайсың деп отыр. Өйткені қазіргі кездегі біз неге қалып қойдық? Өйткені біз дүниені меңгере алмай жатырмыз. Ал ад-дүния мазрағатул ахирет. Дүниені меңгермесең, ахиретте түк жоқ сан, сөз бе? Дүниені меңгермесең, дүниенің ғылымын оқымасаң, халыққа пайдалы бола алмайсың. Пайдалы болмаған деген нағыз мұсылман болмайсың. Өйткені хайрун нас ман янфау нас. Нағыз мұсылман кім? Жұртқа пайдалы адам. Жұртқа пайдалы болу үшін ғылым өнер үйреніп, дүниені меңгеру керек. Өйткені дүние ахиреттің егіні. Сенің ахиреттегі көретін бүкіл қызығың да шығың қазір осы дүниеде жасалады. Содан жігіт деген сөз ол жанға қатысты айтылды. Сонда қазақ ұлға да қызға да жігіт деп сөйлейді. Сонда сен жігіт құржан, тірі жан, жігіт жан дейді, сөз бе? Біз қазір кезде сол шал ақын айтып отқан жігіт жандарды тәрбиелеп шығаруымыз керек қой. Бір сырлы Құдаймен ғана, ол сырды ешкімге айтуға болмайды, ол Құдаймен ғана. Қазақ айтады, жаман шынын айтады, сырын айтады дейді. Сонда жігіт жандар болса қазақ, ол үшін әрине рухани. Сіз ойлаңызшы, мысалы 18 мың ғаламның иесі Алла тағала адамды не үшін жаратты? Мына дүниені мен жараттым, мен енді осыған халифа бол. Мен жараттым ба? Енді сен жарат деп тұр ғой. Технология жаса деп тұр ғой. А біз не істеп жүрміз? Құлшылықты біз қалай түсінеміз? Біз құлшылықты тек қана ораза, намаз деп түсінеміз. Онымен бітпейді дейді. Сен нағыз қашан құлы боласың дейді. Саған жарат деп беріп тұрған дүниені жаратқан кезде ғана құлы боласың дейді, сөз бе? Ол үшін ғылым мен білім керек. Өйткені мәшһүр айтып отыр, Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді дейді.
Құдай айтады, мен жасырын қазына едім, өзімнің байлығымды көрсеткім келді, адамды жараттым, сөзсіз бе? Енді Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді, ал ол үшін ғылым мен білім керек. Бұл жерде дінді оқыма деген ешкім жоқ, дінді оқы. Дін не үшін керек? Ақ пен қараны ажырату үшін, арамдыққа баспас үшін, тек қана адал жолмен жүру үшін, яғни ынсапты болу үшін, ақ пен қара. Өйткені егер адам дінді оқымаса, ынсапсыз болады. Ынсапсыз адамға ғылым берсең, ол оны қару қылады да қыратып жұртты, сөзсіз бе? Дін сол үшін керек. Сонда кім айтып отыр ғой? Абай, анау орыстар, империя не істеді? Қазақтың дәстүрлі білім беру жүйесін бұзды. Бұрын бала 5 жасынан бастап молдан алдын көретін. Молда оған ынсап үйрететін, ақ пен қараны ажыратып үйрететін. Олар алды бірден алды интернат оқыта бастады. Сөзсіз бе? Қазір біз сияқты ғой, біз бірден баланы аламыз да мектепке береміз. Билға бересің бе, нишқа бересің бе? Онда ынсап жоқ. Ол ақ пен қараны ажырата алмайды. Ол шариғатты білмейді. Ал шариғаттың негізгі мақсаты қандай? Ынсап, ақ пен қараны ажырата білу. Харам мен халалды, яғни пайдалы мен зияндын ажырата білу. Міне шариғаттың негізгі мәні осында жатыр. Сонда Абай айтады ғой, ынсапсызға не керек дейді. Істің ақ пен қарасы. Нан таппаймын демейді, бұзылса елдің арасы дейді. Біздің қазақтың қоғамы көз алдына келеді. Ақ пен қараны ажырата алмайтын адамдарға біз билік бердік. Оларға ғылым бердік, сөзсіз бе? Не болды? Керісінше ел бұзылған сайын пайда тауып отыр. Өкінішке қарай, міне, біздің елде ажырасу статистикасы жарқырап тұр. Сандар өте көп, қорқынышты. Енді оған жігіт кінәлі ме, келін кінәлі ме? Бұл жерде мен сізге айтайын. Ата ене кінәлі ме? Не мәселе бұл? Жетіспеушілік пе әлде? Мен сізге бір күшті нәрсе әңгіме айтайын. Мысалы, жалпы мынау қазір жас жігіттер бар ғой, иә? Кеңшілік Мырзабеков деген ақын болған, білесіз бе? Қазір біздің Амангелді деген қазақтың мықты сыншысы бар ғой. Сол Амангелді жас болған, журфакты оқиды, соның кішкене сабақ оқымай, қызық қып жүріп қалған ғой. Соның кеңшілік ағамыз бір күні Амангелді өзі айтады. Ғибрат болсын деп айтып отырмын да. Шақырып алды дейді. Амангелді, сен не істеп жүрсің деп. Не істеп жүрмін? Сен осы ойланасың ба? Ойлан. Қай жермен ойланасың деп айтты. Басымен ойлан, жоқ деп айтты. Сен ана жерінің басымен ойланып жүрсің деп айтты. Ұятай. Сап тиылдым дейді. Сода мен отырдым дейді оқуға. Сондықтан ана жерінің басымен ойланып жүрген қаныстық, нәпсі ұрып тұрған жас жігітке біз ұлттың тағдырын, әулеттің тағдырын тапсырып беріп жатырмыз ғой, өзіңе қалыңдық таңда дейміз. Ол қалай таңдайды? Оның нәпсі ұрып тұр ғой. Ол құмарлықпен үйленіп жатыр жастар. Құмарлық аяқталғаннан ажырасады. Өйткені құмарлықтың ғұмыры қысқа. Уақытша дейсіз. Уақытша. Ал махаббат ол құмарлық емес, махаббат ол ақылдан тұрады, сөзсіз бе? Ол адамның сыртқы келбетін емес, құмарлық сияқты. Махаббат ол адамның ішкі жан дүниесін танумен болады. Сонда Абай айтады ғой, махаббат жар сүю, отан сүю, ол ақылдан дейді. Ақыл жоқ жерде махаббатты жоқ, дейсіз бе? Ал жаңағы нәпсі тұрып тұрған қаныстық, жаныстық жігітте ол біреуі таңдай алады, ақыллар біреуі таңдай алмайды. Содан қазақ жар таңдауды ол жаңағыдай нәпсісі қайнап тұрған жастарға тапсырмаған. Бұл ондай өте жауапты істі. Үлкендер өз қолына алған. Содан үлкендер өз қолына алғаннан кейін ажырасу деген мүлдем болмаған. Өйткені үлкендер бұлар зергерлер, үйбейлер. Үлкен деп біз кімді айтамыз? Үлкен деп біз жас үлкенді айтпаймыз. Абай айтады, ары бар, ақыл бар, ұят бар, үлкенге сен. Үлкен деген рухани категория. Үлкендер таңдап берген. Мысалы, Ділдәні Абайға кім таңдап берді? Құнанбай таңдап берді. Шатасты ма? Жоқ. Шатасқан жоқ. Ділдәдан Ақылбай туды, композитор, ақын. Ділдәдан Әбіш туды, Әбдірахман, шоқ жұлдыз, қазақтың жар жұлдызы. Мағауия туды, сөз. Міне,
Сондан ажырасу болмау үшін біз әлі ақылы толмаған, құмарлық пен махаббатты ажырата алмайтын жастарға бұл істі тапсырмауымыз керек. Бұл жаңағыдай баласына қатын әперу, ол бұрын қазақта әкенің ісі болған. Қызын ұзату, ол да әкенің ісі болған сөз. Бұл енді сондан жаңағы біз ол әдеттен қалып бара жатырмыз. Жоқ, біз көрдіңіз, біздің ол жұмысты реттеуге біздің ақылымыз жетпей отыр ғой. Біздің руханиятымыз жетпей отыр, сөз бе? Рух деген не жалпы өзі? Рух деген, Шәкәрім айтады, рух деген дінсіз таза ақыл дейді, сөз бе? Дін жаратылмай тұрып, рух жаратылған. Таза, сол біздің бойымыздағы таза ақыл, денені меңгере алмай отыр ғой. Біз нәпсінің жетегімен көп нәрсені істейміз де, ал нәпсі әуелден априори сені алдайды, сөз бе? Нәпсіге еріп істелген кез келген іс сәтсіздік ұрындырады сені. Ал нәпсінің ішінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Сол ынсапқа, ақылға, рухқа қолымыз жетпей отыр ғой біз. Неге? Өйткені нәпсі тәрбиесі жоқ. Біз өзіміз нәпсіні танымаймыз. Біз жанды нәпсі деп ойлаймыз, сөз бе? Ал Шәкәрім айтады ғой, жан нәпсі, қазір қоғамда айтады, жан нәпсі, шатақ иман, дін қиянат дейді. Арақ ақыл, ой мастық, жар хақиқат, жан нәпсі, шатақ иман, дін қиянат, мас күнем, әйел сүйгіш дінсіз ғой деп сырын білмей сыртымнан қылма ғайбат дейді. Сондан кім нәпсін таныса, Раббысын таниды дейді. Сол жас бала нәпсін тани ала ма? Тани алмайды. Неге? Ол қайнап тұр ғой оның нәпсісі. Оның жұрттың бәрі Әбдірахман емес қой. Жүрегі жыл бойы құрыш нәпсісін егерген. Рухани тәрбие алған Абайдай ұстаздан. Ол жұрттың бәрі Мағауия емес қой, мысалы. 20 жасында ел басқарып, Абайдың алдын даудан, артын жаудан құтқарған. Мағауия емес қой ол. Сондан оның себебі өте тереңде жатыр. Ол қазақ руханияты әлсірегеннен кейін, яғни қазақ өзінің баласына, өзінің қызына ие бола алмай отыр. Неге? Ақыл жетпей отыр. Сондықтан ажырасу, құмарлықпен үйленген кез келген жас түбі ажырасады. Неге? Өйткені құмарлық ол бітеді. Ол ғұмыры қысқа оның, сөз бе? Қарның ашса, тойсаң, жегің келмей қалады, шөлдесең, су ішсең, ішкің келмейді. Құмарлықпен үйлендің, шахуат құмарлығыңды қанағаттандырдың, енді ары қарай. Жігіттеріміз жайлы айттық аға. Жасыратын жоқ, енді нәзік жандылар қауымы жайлы айтайық. Жасыратын жоқ, бүгінде кей жас қыздар бұзылып бара жатыр. Оны біз әлеуметтік желілерден де көреміз, байқаймыз. Енді қыздарымыз адал, өнегелі, ақтығын сақтайтын, сондай бір ұятты болу үшін не істеуіміз қажет? Бұл сұрақты маған жиі қояды. Мысалы, мен сізге айтайын, Абай айтады, өзің итсің дейді. Итсің де не деген сөз? Нәпсін, сен нәпсісің дейді, Абай айтады. Нәпсінді егере алмадың дейді. Өзің итсің дейді. Тағы бір баланы туғызып, оны да ит қылып дейді. Қайтесің дейді. Иттің санын көбейтпейсіз ғой. Өзің күнәң аз бет. Абай айтып отыр. Сол сияқты өз нәпсін егере алмаған ата-анадан нәпсін егере алмаған ұл мен қыз тәрбиеленіп шығады. Сұрақтың жауабы Абай айтып отыр. Өзің итсің дейді. Яғни бұл жердегі ит деген жеті қазынаның бірі емес. Ит деген бұл метафора, нәпсінің атауы. Тағы көп адам түсінбейді ертең. Ит дегенге ренжи, машһүр айтады ғой, біреуге ит десең ренжиді, неге ренжисің? Бірінші иттің дәрежесін жетіп ал дейді. Ит опа дейді ғой қазақ. Адалдықтың белгісі ғой ит. Достықтың белгісі, адалдықтың айтқан сөзінде тұруды опа деген сөз. Міне сондықтан әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі. Егер әке мен шеше өздері ит болмаса, яғни нәпсін танып, нәпсін тәрбиелесе, әлбетте ондай отбасында өзін нәпсін тәрбиелеп, нәпсін жеңген рухы күшті ұл мен қыз тәрбиеленіп шығады. Яғни Әбдірахман сияқты жүрегі жылы бойы құрыш, яғни өзінің сезіміне ерік бермейтін, өзінің құмарлығына сау салуға шамасы жететін, ақылмен шектеп отыратын, ақылмен арам шөптерді қиып отыратын, қиыр қылыштай ұлдар мен қыздар өсіп шығады. Ол үшін ата-ананың өзі бірінші нәпсін тәрбиелеу керек. Осы жерде бала тәрбиесінде жауабы беріліп қойды. Бәрі тұрысында. Содан мен өзім айтып отырмын ғой, жалпы Абай сияқты ғұламасы бар халық қалай осындай төмен деңгейде өмір сүруге болады? Мен түсінбеймін. Өйткені Абай сияқты ғұлама көп халықта жоқ қой. Зәру ондай ғұламаға. Зәру. Соны Құдай бізге беріп отыр ғой, Абайдай. Абай Алла да айтады ғой, мен енді пайғамбарлық аяқталды дейді, болды.
енді пайғамбар келмейді. Бірақ енді пайғамбарлардың мирасқорлары ғалымдар келеді дейді. Олардың дәрежесі Бәну Исраилдің пайғамбарлардың дәрежесіне тең дейді. Абай сол ғалым. Құдай жіберіп отыр ғой. Сол Абайды біз түсінбейміз ғой, түсінбейміз. Абай бізге анау не даталарды қандай керек та? 150 жылдығы, 170 жылдығы. Көз бояушылық емес пе ол? 200 жылдық қой. Яғни біздің қоғам, яғни бұл не? Біздің жаңағы ниетіміздің дұрыс емес екен. Сөзсіз бе? Абай бізге күнде керек қой, сәт сайын керек. Біз міндетті емес оны 150 жылдығын, 170 жылдығын, 200 жылдығын күтіп отыр, сөзсіз бе? Атап өтіп, ат шаптырып, одан кейін ұмытып кету. Абай біздің мемлекетіміздің басқару жүйесіне ену керек. Өйткені президент өзі айтты ғой, осы 170 жылда мақала шыққан кезде. Абайдың тойын біз тойлағанда қызық үшін емес, Абайдың даналығын игеру үшін тойлаймыз деген айтты емес пе? Иә. Біз Абайдың толық адамын, Абайдың ілімін күнделікті тіршілігіміздің қағидасына, тіршілігіміздің негізіне айналдыру керекпіз деп айтты емес пе? Бірақ айтты, бірақ істемейді. Құр айтқаннан не пайда? Істемесе. Мысалы, бізде мемлекеттік деңгейде мысалы Абайды зерттеп, Абайды бүкіл интеллектуал қазақтың бәрі жабылып, Абайды зерттеп, мысалы, Абайдың экономикалық саясатын, бір руханиятын, моралін, ғылымын, тура айтқанда том-том кітап жазып, оған миллиардтап ақша бөліп, оны мысалы Қытай сияқты Конфуцийді зерттегендей, мысалы немістер Гетені зерттеп жатыр, мысалы институттарын ашып жатыр, мысалы. Бізде мемлекеттік деңгейде сіз оны айтасыз, мысалы бізде қазіргі кезде мектептерден Абай тану курсын алып тастаған. Иә. Ал енді осындай оңама содан кейін. Осындай мемлекеттен, осындай биліктен не күтесің сен? Өзінің айтқанын істемей отыр ғой. Мен мысалы мақала шыққанда мен қуанғам, мынау деген керемет қой. Абайды енді біз өмір сүруіміздің темір қазығына айналдырамыз деді президент. Ал іс жүзінде қайда Абай? Омар аға, жаңа табыс жайлы айттық. Иә. Жігіттерді жайлы айттық, қыздар да жайлы айттық. Мынау бүгінгі қоғамның дерттері де жайлы айттық. Көп түрлі мәселелерді қозғадыңыз. Мағжан атамыздың да айттық, Ахмет атамызды да айттық. Енді өзіңіздей тірі энциклопедия адамды шақырып, осындай сұхбат алу біздер үшін мәртебе. Бұл сұхбаттың да мақсаты өзіңіз айтқандай халыққа ағартушылық мақсаты, пайдалы, қайырлы, бір осы көріп отырған жастарымыз, қыздарымыз, жігіттеріміз бір ой түйсе екен, бір өмірінде болып жатқан мәселелердің шешім тапса екен деген мақсатта өзіңізді шақырдық. Сұхбат ұнады ма? Енді сұхбат бағасын негізі көрермен беру керек қой. Өйткені қазақ айтады ғой, ай толғанын білмейді, жігіт болғанын білмейді. Біз негізінен өзіміз баға бермеуіміз керек. Өйткені болдым деген болмаған, толдым деген толмаған, бұл рухани бір кедергілер ғой. Сонда бұны сұхбаттың негізі бағасын көрермен беру керек. Біз қолымыздан келгенше шынайы, жүректегі сөзімізді айтуымыз керек. Болды. Біздің негізі атқаратын жұмысымыз сол. Біз халықтың алдындағы, қоғамның алдындағы қарызымызды өтеуіміз керек. Қалған ұнады ма, ұнамады ма, ол енді біздің шаруамыз емес. Біз қазіргі кездегі қарызымызды өтеуіміз керек. Сені шешең тудырды, сені туған ұл деп қалжа жеді ғой. Соны қарызын өтеуіміз керек қой. Қазақ айтады ғой, бір адамға көңіл толмағанда, сені де кеше шешең ұл тудың деп қалжа жеп еді ғой дейді. Ең бір сол жеген қалжа, шешеміздің жеген қалжасын қарызын өтеуіміз керек қой біз. Ең болмаса сол. Ең болмаса. Ал енді ұнады ма, ұнамады ма, мен кіммін, мен қандай деңгейдемін деп жаңағы өз-өзін табынып айнаға қараған маймыл сияқты болудың қандай қажеті бар? Рас. Аман болыңыз аға. Сіз де аман болыңыз. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Уағалейкум ассалам.